Қалайсыздар, құрметті достар? Кеше ұйықтап едім, соны ұйқымды әрең аштым. Ұйқымды әрең ашып, 5:30-да бір тұрдым, 5:45-те бір тұрдым, 5:55-те тұрдым да, сосын тағы жата тұрайыншы деп 6:10-ға дейін жаттым бойланып. Сөйтіп айтып бүйтіп жүрген кезде міне шығып отырмыз 6:20-да. Соның үшін айып қайырмаңыздар. Шаршайды екен адам кәдімгі қатарынан күнде. Кеше түнде достарымызбен отырғанбыз ғой біразға дейді. Класстасым келіп, бала шағасымен. Жалпы қалай өмірлеріңізде өзгеріс болып жатыр ма, ризасыздар ма жалпы? Неге ешқандай тренерлер таңертең сабақ өтпейді білесіздер ма? Себебі таңертең тұру өте қиын. Таңертең көп адам тұра алмайды, бәрі кешке түнде 12-де 1-де әңгіме айтып отырады. Физиология үшін, денсаулық үшін физиологиялық тұрғыдан ол дұрыс емес нәрсе ғой, 12-1-де әңгіме айтып отыру деген. Бірақ сол адамдар оңай жолды таңдайды да. Таңертең тұрғызып сабақ өту деген негізі өте қиын. Сондықтан дұрыс түсініңіздер. Қатарынан бола бергеннен кейін адам не істей алмай қалады екен былай. Бүкіл шаруаларды қойып тек осы сабаққа фокус қойып жатырмыз ғой, сондықтан баршаңызға рахмет. Күшті болып жатыр. Енді адамдар кәдімгідей күнде результат болып жатыр. Мен даже результаттар бөлісіп те жатқан жоқпын, бір мақтана бермей қояйық деген сияқты. Негізі өте керемет болып жатыр. Квантовый әлемге кіріп кеттік барлығымыз, былайша айтқанда. Мен өзім де кіріп кеттім. Өмірде өте жақсы жаңалықтар болып жатыр. Бәрін бөлісіп үлгере алмай жатырмын, Құдай қаласа. Жұмыстар керемет болып жатыр. Кім керек, бәрі келіп жатыр өзі, былайша айтқанда. Командаға адам керек па, келіп жатыр. Ақша керек па, келіп жатыр. Мүмкіндік керек па, келіп жатыр. Тек қана жұмыс істеу керек. Ол таңнан кешке дейін менде қазір планым толып. Кеше таңнан 6-дан түнгі 1-ге дейін жұмыс істедік жүрдік қой, енді жұмыс дегенде енді жұмыс сияқты жүрдік. Бүгін енді таңғы 6-дан тұрдық қой, енді таңғы 6-дан қазір 9-да бір кездесуім бар. Топтық коучингке бір кісіні алғам. Сосын тағы бір кісі бар 10-да. 11-ден 1-ге дейін сосын бір кісі бар. 1-де тағы бірмен жолығам. Қысқасы бүгін полный забытый күн болып тұр. Сондықтан баршаңызға рахмет. Тамаша болып жатыр. Бүгін енді қысқаша мен қазір уже бір жағынан ұйқым келіп тұр, екінші жағынан соңғына қарай қатты груздеткім келіп жатқан жоқ уже. Соңына қарай сабақ біте бастады ғой, былайша айтқанда. Мен көп білім бере берем, білім жетеді Құдайға шүкір. Білім шығып жатыр. Мен 1000 сабақта, 100 сабақта өте берем, бірақ ол адам сабақ өте бергеннен пайда жоқ, егер жұмыс істемесең деген сияқты. Адамға эмоция келді ма, мына сабақтан эмоция келгеннен кейін сразу оны жұмыс, мысалы, қазір шабыт аласыздар ғой таңертең сабақтан. Сол шабытпен резко өзгеріс бар, жақсы жағынан ойлап жүрген жұмыстар орындала бастады. Орындалады, спокойно орындалады. Айттым ғой, басында айттым, орындалады. Бұл әлемге кіресіздер, болды, бұрынғы өмірлеріңізге қайтқыңыз келмей қалады деп. Мына эмоция, сабақтан кейін келген эмоция келген кезде мына сабақтан эмоция алғаннан кейін адам қыз кәдімгідей шабыттанып қозып тұрады ғой, жақсы жағынан қозып деп тұрған кезде қағазға алып бүкіл сол жаңағы істейтін заттарының пландарын жазып дереу іске кірісіп кетіңіздер. Әйтсе шабыттанып аспанға қарап аузыңды ашып отыра бергенмен болмайды ол. Бір поток энергия келген кезде сразу исходящий поток шығарып тастау керек та, исходящий поток порождает входящий поток деп мен айттым ғой сіздерге. Тура сондай нәрсе. Атаны ақтау деген дұрыс па, или оның қажет жоқ па дейді. Ол дұрыс. Мен бірақ оны ақтау деп айтпаймын, басқаша айтам. Бірақ оны білмеймін, ертең өтетін шығармын. Ол темаға қатты кіргім келіп тұрған жоқ қазір, себебі оған дейін талай рет айтып мыржып тастаған тема болғаннан кейін соны қайталаған сияқты болып қалғым келіп тұрған жоқ. Енді бүгінгі тақырып энергия мен уақыт деген тақырып алдыңғыдай. Тура алдыңғыға ұқсайды, бірақ энергия біз дейді кітапта мындай сөз бар да, мына кітапта осы энергия мен уақыт туралы мынандай сөз жазған мен. Бізде энергия
Адамдар уақыт сәті біткен кезде өлмейді негізі, энергиясы біткен кезде өледі. Уақыты біткен кезде көміледі. Яғни жасы 20-ға келіп 30-ға келіп энергиясы жоқ тірі өліктер көп қазір арамызда. Яғни 30-да болса да мертвый болып жүр. Былай ғой, түрлі вялый болып жүреді да, былайша жүреді. Сөйтіп өмір сүретін адамдар бар. Олар энергиясы жоқ, яғни олар уже өлі, тірі өлік. Просто көмілетін уақыты керек, уақыт келеді, 10 жыл, 20 жыл деген сияқты. Әркімдікі әркім. Сондықтан ол 30 жасқа келген кезде энергиясы бітіп, өмірдің мән мағынасы кетіп қалған кезде, смыслы жизни дейді, өмірдің мәні кетіп қалған кезде, ол 50-60-қа дейін, 70-ке дейін өмір сүру мүмкін. Демек не? 40 жыл бессмысленный өмір кешті да. Сондықтан энергиясыз өмір кешпеу керек. Энергия жоқ па? Энергияның не үшін жоқ екенін сразу кірісу керек, табу керек, емделу керек, былайша айтқанда. Қай жаққа слив болып жатыр энергия, не үшін менде энергия жетпейді, энергия көбейту үшін не істеу керек, энергия деген не? Қазір 21-ші ғасырда ең үлкен ресурс, ең қымбат ресурс ол энергия. Кімнің энергиясы бар, сол жетістікке жетеді, кімнің энергиясы бар, сол бақытты болады, кімнің энергиясы бар, сол бай болады, кімнің энергиясы бар, сол адам бір елдің, қоғамның дамуына бірдеңе жасай алады. Біздің бәрімізде уақыт бар, бірақ энергия жоқ көбімізде, көрдіңіз бе? Бәрімізде 24 сағат бар Құдайдың. 7 күн, 24 сағат, 30 күн әр айда, бір айда 30 күн, бір айда 31 күн, бір айда 28 күн деген сияқты. Бәрімізге бірдей уақыт берілген, бірақ сол уақытта біреу көп нәрсе істеп үлгереді, энергиясы көптер көп нәрсе істеп үлгереді. Энергиясы жоқтар просто күндер өте береді. Кино қарап та күн өткізуге болады. Үйде жатып, Инстаграм, Ютуб қарап, ТикТок қарап, деп ыржалаңдап күліп, шут болып та бір уақыт өткізуге болады. Энергиясы жоқ адамдар диванда жатып алып, әркімге комментарий жазып отыратын адамдар болады, ол энергиясы жоқ адамдар. Ол энергиясы жоқ адамды былайша айтқанда мүгедек деп санауға болады да. А сен мүгедек адамға күлуге, мүгедек адамды осуждать етуге болмайды. Ол бейшара мүгедек болды. Бұрын мүгедектің 3 түрі болатын еді. Физикалық тұрғыдан мүгедек, аяқ қолы бірдеңесі істемейді да, мысалы. Ақыл есі мүгедек, мысалы, кішкене не? Ақыл есі кем мүгедек болады. Ол жаңа білесіздер, жынды дейді, ол жынды да. Сосын адамның қиялы шектеулі болады екен. Қиялы жағынан да мүгедек адамдар болады. Яғни көп нәрсені армандай алмайды. Қанша таққың келеді десең, 1 миллион жетеді, 1 миллион жетеді, 5 миллион, 10 миллион деп айтамайды ол бейшара. Ода мына қиял бүйтіп кеткен әлемін қип тастағанда, сондықтан қиялмен мүгедек адам болды. Рухани мүгедек деген бар, енді энергиямен мүгедек деген бар, қосылды бұл да. Сондықтан ауру адамға күлуге болмайды, ауру адамға көмектесу керек, ауру адамды көрсету керек дәрігерге. Енді энергияны емдейтін адамды энергия коуч деп айтады, энергия практик деп айтады. Уақыт жоқ дейміз, біз. Білім аласың ба десе, уақыт жоқ дейміз. Уақыт жоқ деп айтпаңыздар, уақыт жоқ деп жүрсеңіздер, шынымен уақыттарыңыз жоқ болып қалады. Сондықтан уақыт бар, энергия жоқ. Мен қазір достарым бір жерге анда-мында шақырса айтамын, энергиям жоқ шыны керек сендермен отыратын. Энергиям жоқ деген сөзінде барам мен қазір ана жерде. Сендердің бүкіл приколдарыңа күле алмаймын. Мен сендердің айтқан әңгімелеріңе қосыла алмаймын, дұрыс тыңдай алмаймын. Мен ойым ана квантовый скачок не істеймін деп отырам. Сосын мен не там, не здесь деген сияқты, не тут, не там деген сияқты отырам. Анда емес, не мында емес. Сондай лучше бармай-ақ қояйын, энергия жетпей тұр деп айтамын, түсінеді адамдар. Уақыт жоқ деп айтпаймын. Уақыт Құдайға шүкір, любой уақытта уақыт табылады. Энергия жоқ, энергия. Энергия жоқ деген уақыт жоқ деп айтпаңыздар сондықтан. Бірдеңе істейсің ба, уақыт жоқ. Ақша жоқ, уақыт жоқ деп айтуға болмайды. Ақша вселенныйда, ақша біздің кеңістікте өте көп. Мына пространствоның бәрі толған ақша. Сен ақша жоқ деген кезде, сол сенің пространствоңда ақша болмай қалуы мүмкін да. Сондықтан ақша бар деп айту керек всегда. Бар деп емес, сен ақша болады, бар, тұр деген сияқты. Уақыт жоқ деп айтуға да болмайды. Уақыт жоқ деген былайша айтқанда, біреу бірдеңе ұсынсаңыз, біреуге бірдеңе ұсынсаңыз, уақыт жоқ десе, демек ол өтірік. Уақыт жоқ, ақша жоқ деген ол ең үлкен сылтау. Күйеуіммен ақылдасайын деген сияқты сылтаулар бар ғой. Күйеуіммен ақылдасайын, әйеліме ақылдасайын дейтіндер бар.
Ол ақылдаспайды, ол просто қашып қылайын деп жатыр да. Негізі біз неге ауырамыз? Вообще біз неге ауырамыз? Неге бір адамдар ауырады, бір адамдар ауырмайды? Бір адамдар үнемі ауырып жүреді, әрдайым ауырып жүреді. Ауыра береді. Себебі энергия жоқ адамда. Яғни иммунитет деген нәрсе, ол энергиясы көп адамдардың иммунитеті күшті болады да. Денесінде өмірге деген құлшыныс бар адамда ауруға уақыт жоқ. Ал қазір бізде уақыт жоқ, бір апта болды ғой. Кванттық миға кіріп кеттік, адамдар кванттық мирға шығарып жатырмыз. Күнде 40-50 адаммен сөйлесем кемінде. Жазғандарын бәрін қосып 100 адамға жазам. Күнде 100 адаммен сөйлесіп жатырмын. Басында айттым 10 000 адамға деп айттық, шынымен сол 10 000 адамның өмірі өзгерейін деп жатыр қазір, Құдайға шүкір. Қалай ниет еттік, солай болып жатыр. Біз неге ауырамыз? Өйткені бізде энергия жоқ. Не үшін энергия жоқ? Себебі өмірде мән жоқ. Не үшін өмірге келгенін білмейді. Бала шағасы мотивация бермейді, әйелі мотивация бермейді, немесе күйеуі мотивация бермейді, бала шағасы мотивация бермейді. Өзінің кім үшін өмір жүргенін білмейді. Оны таңертең 6-да сабақ өтсе күтіп отырған 1000 адам жоқ біз сияқты. Не істейді ол? Мен не үшін өмір сүріп жүрмін деп, жаны қиналып адам ауыра береді. Жан қиналғаннан кейін энергия жоқ қой, оны ешкім қажетсінбейді, ешкім оның қал жағдайын сұрамайды, ешкімге ол исходящий поток жоқ та, поток шығарып жатқан жоқ, өзінен бір поток шығарып жатқан жоқ болғаннан кейін, мысалы енді жұртқа пайдасын тигізіп жатқан жоқ, қоғамға ешқандай бір пайдасы тимей жатқаннан кейін не істейді? Ол түңіледі, адам түңіледі, депрессияға кіреді, сосын жаңағы өзіне керек признанияны, өзіне керек вниманияны, өзіне керек жұрттан энергияны, лайкты, комментарийді мен ауырып жатырмын деп жинайды. Яғни адамдар аяп, о бейшара ауырып жатсаң, тезірек жазылып кет, мынау деп жақсы сөздер жазады ғой, сөйтіп вниманияны солай требовать етеді. Мысалы, әйелге махаббат жетіспей жатса, әйел ауырады. Күйеуіне дұрыс жолмен махаббатыңды бермесең әйеліңе, өткенде бір жігіт айтып отыр, еркектерге әңгіме айтыңызшы деп. Әйелдерді айтып отқан жоқпын, еркектерге айтып отырмын. Әйеліңіз ауыра берсе, значит сіз оған дұрыс махаббат бермейсіз. Значит сіз сіздің өміріңізде оның рөлі орасан зор екенін оған айтпайсыз. Сіздің өміріңізде оның рөлі орасан зор екенін, балаларыңыздың өмірінде оның рөлі өте маңызды екенін айтып, еске салып, соны практикада былай сөзбен қалала деп емес, іспен дәлелдеп көрсетіп тұрған кезде ол әйелдің не болады? Өмірге деген құлшынысы артады. Әйтпесе әйеліңіз аурушаң болады, ауыра береді, ауырып жатырмын деп, сосын жүресің дәрі тасып, аптека аралап. Сондықтан махаббатын уақытында беріп тұрыңыздар. Дозасымен беріп тұру керек. Аптасына қанша рет, күніне қанша рет деген сияқты. Оның барлығы маңызды. Біз сондықтан ауырамыз. Бізге внимание жетпегеннен ауырамыз. Бізге өмірімізде мән мағына болмағаннан кейін ауырамыз. Сол өмірімізде мән мағына болмаған, внимание жетпегеннен кейін не істейміз? Бізге энергия жетпейді, біз ауырамыз. Сондықтан любой ауруды негізі емдеуге болады. Квантовый мирда ауру деген понятие жоқ. Аурудың барлығы мида. Рактан бастап, Құдай сақтасын, ішек, пішек, мынау асқазан, ішкі құрылыстар, кеміс адамды да адам қылып алуға болады. ДЦП, аутизм, тағы не бар, Құдай сақтасын. Көп аурулардың түрі. Любой емдеуге болады. Медитациямен емдеуге болады. Медитациямен емделген магия утра деген кітап бар. Вообще медитацияның маңыздылығын түсіну үшін магия утра деген кітапты оқу керек. Хелл Элрод деген кісі жазған. Сосын Джо Диспензаның бүкіл кітаптарын оқу керек. Джо Диспензаның сверхъестественный разум деген кітабы бар. Как работает мозг деген кітабы бар. Сам себе плацебо деген кітабы бар. Өткенде сабақта айттым, екінші ма, үшінші сабақта айттым ғой деймін. Төртінші сабақта ма, айтып ұмытып қалдым. Бір сабақта только Диспензаны талқыладық қой, үшінші сабақта деймін. Сол Диспензаның кітабын оқыңыздар. Анау Диспенза деген өзі бұрын жас кезінде немен кіріп, велосипедпен ба, немен кіріп қалады, үлкен бір грузовиктің артына кіріп кетеді, қирап қалады, короче, Диспенза. Жарысқа қатысып жүреді, триатлон ба бірдеңе, короче. Қирап қалады да, сол қирап қалғаннан 2 жыл ма 3 жыл тек қана медитация айтады, сен арқаңды операция жасау керек, тігу керек, бүйту керек дейді. Бірақ андай 50-50-та 50-50. Не адам болып кетесің, не мүгедек болып қаласың. Сосын анау Диспенза отказ береді кәдімгідей. Дәрігерлер ұрсады, жындысың ба, өлесің ертең сен, қирап қалған адамсың.
саған операция жасау, жоқ операция жасамаймын дейді да. Төсек тартып жатып 1 жыл ма 2 жылда сол медитациямен өзін емдеп, қазір деген қақшаңда жасы 70-ке ма 60-тан асты, жас жігіт сияқты қақшаңдап жүр. Ана Элредта да сондай, тоже қирап қалған, 2 жыл жатқан, не істейді, медитациямен өзін емдейді. Наполеон Хиллдің кітабы бар, «Думай и богатей» деген. Сол Наполеон Хиллдің кітабында Наполеон Хиллдің баласының мылқау және сақау болып туылады. Мылқау және сақау деген қалай? Құлақ естімейтін, не дейді? Құлақ естімейтін саңырау дейді. Саңыраумен сөйлей алмайтынды мылқау дейді. Мылқау, саңырау. Саңырау және мылқау болып туылады да, два в одном болып туылады. Құлақ естімейді, құлағы жаңағыдай жоқ, короче. Құлақ деген нәрсе жоқ, көрсетпей қойын. Тек қана бір тесік тұрады былай. Құлақ естімегеннен кейін автомат түрде сөйлей алмай ма, сондай бір бірдеңесі бар, енді ұмытып қалдым подробности. Ондай заттарды ұмытып қалады екен шыны керек. Сөйтіп Наполеон Хилл соның аффирмациямен емдейді ғой, ойлаңыздаршы, аффирмациямен емдейді. Аффирмация деген керек емес, бірдеңе деп қуатындарға айтарым, Наполеон Хиллді «Думай и богатей» деген кітапты оқу керек. Жалпы адам надан, жаңағыдай сауатсыз болған сайын ана болмайды, мынау болмайды деп айта береді негізі. Мен анандай түсінбейді да, идеясын түсінбейді, философиясын түсінбейді. Кітап оқымаған адам болмайды десе, сен қанша кітап оқыдың деп сұрасаңыздар түсінікті болады шамамен. Кітап оқысаң көзің ашылады. Кітап оқыңыздар. «Думай и богатей» деген кітапты оқыңыздар. Наполеон Хиллдің кітабы өзінің баласын аффирмациямен енді. Күнде сен құлағың естиді, сен сөйлей аласың деп айта берген ғой құлағына. Сен байсың деп сен қатының күнде әйелің құлағыңнан сыбырлай берсе, сен бай боласың, сен миллиардер боласың, сен миллионер боласың деп миыңды мыжи берсе, аффирмация қылып құлағыңның қасында сыбырлай берсе, сен түбінде бай боласың. Мен әйеліме айтамын, сен байлық бірдеңе туралы әңгімелеп ұйықтап жатқан кезде құлағыма сыбырлай берші, мен подсознаниеме жазып алады деймін да, оны орындайды. Бірақ ана ояу кезде айта бермек қойшы, андай әңгімелеп деймін да, бірақ мен тыңдаймын. Мен сабырлы 4 жыл болды ғой үйленгеніме. Мен қазір бұл 2-ші рет үйленгенмін. 1-ші рет 21 жасымда үйленгем. Бір қызым бар, Мариям деген. 21 жаста үйлендік, 1 жыл ма 1,5 жыл тұрдым да ажырасып кеттім 2012-де. Жас ерте үйленіп қойдық та, сондай кішкене эмоциямен. Сөйтіп, Құдайға шүкір бір қызым бар, Мариям деген. Сөйтіп, 2012-де ажырасып, 2011-де үйлендік, асығыс өсіміз, короче. Студентпіз еще кезде, 21 жастамын. 21 жаста үйленіп, 23 жаста 1,5 жылдан кейін ажырасып кеттім. Сөйтіп, 23 жастан бастап, 2012-дің күзінен бастап, енді былайша айтқанда 2019-ға дейін 7 жыл бойдағы жүрдім. Сол кезде түсіндім, что өзімде мінезім не подарок екен түсіндім, кішкене өзіммен жұмыс істеу керек екенін түсіндім, әйелдердің психологиясын үйрене бастадым. Жалпы әйел адам деген ол миды жейді, әйел адам деген сіздің қаныңызды ішеді, сондай видеоларым бар мен. Әйелің миыңды жесе, қаныңды ішсе, жаныңды қысып қоятын, жаныңды қысып бірдеңе қылайын деп жатса, сондай сөздерім бар, ұмытып қалдым, жаныңды қысып бірдеңе қылып жатса, демек олар сендерді жақсы көреді, еркектер деген сияқты видеоларым бар. Сол видеоларды қарап көрсеңіздер болады. Ол видеолар хит болған өткен жыл бүкіл Қазақстанда. Сол әйелдердің психологиясын мен практикада үйренген адам. Сондықтан 4 жыл болды. Мен ешқашан әйеліме салғыласпаймын, әйеліме ұрыспауға тырысамын. Сенікі дұрыс. Қатты ұрыс. Басында болды енді, басында 1-2 жыл. Енді идеальный бай деп қатты идеализировать етудің керегі жоқ. Алғашқы 2 жыл мысықпен ит сияқты білесетін кездер болды. Қазір қойдым мен. Сосын любой айқай шу болғанда проблеманы мен еркек ретінде өзімнен іздеймін. Потому что мен 2 рет, 3 рет, 4 рет үйлене беруге жалайым жоқ шыны керек. Оңай емес. Каждый раз үйленіп, каждый раз ажырасу дегенде врагам не желаю дейді ғой. Оңай нәрсе емес, проблема нәрсе, психотравма нәрсе. Содан қанша емделдік, психологқа бардық, оңай нәрсе емес, құрметті еркектер. Сондықтан ломать не строить дейді. Сындыру ол құрудан сындыру құру емес та, яғни любой үйді салу қиында, бұзып қирап тастау оңай. Яғни отбасын құру қиын, бірақ оны ажырасу деген оңай да. Ажырасу алғаннан кейін қайтадан құра алмайсың. Сондықтан сынған шыны ол қайтадан орнына келмейді. Сондықтан ажыраспаңыздар. Мүмкіндігінше отбасының сақтап қалуына еркектер мүдделі болу керек. Өйткені саған қатын табылады, саған әйел табылады, саған бір жар табылады, оған да бір бай табылады.
тесік моншақ жерде қалмайды деген сияқты. 4 балаң 5 балаң болса да қазір нормальный жігіттер бар, ала береді, оны қарамайды, неше баласы бар, неше рет байға тиген, қазір қарамайды. Заман ондай емес, қазір адамдардың көзі ашық. Оған да күйеу табылады, бай табылады, сүйікті жар табылады, бірақ сенің балаларыңа әке табылмайды, шеше табылмайды. Сондықтан бала толық отбасыда өсуін қаласаңыздар, балаларыңыз толық бақытты болуын қаласаңыздар, ажыраспаңыздар. Еркектер, бір еркектен бір философ сұраған екен, сен бай болғың, бай дей беретін болды қой, көзіміз. Бақытты болғың келе ма, немесе прап болғың келе ма деген ғой. Бақытты болғың келеді, онда үндемей қоя сал. Әйел әңгімен айтып жатқан кезде үндемей қоя сал болды. Сенікі дұрыс жаным деп, тағы бір видеом хит болды. Жаным, сенікі дұрыс дейсің, бірінші сөз. Мені кешір дейсің. 3 сөз ғой, сиқырлы 3 сөз бар, еркектер әйелдерге айтса риза болып қалатын. Сенікі дұрыс дейсің, ол конфликттің алдын алады. Мені кешір дейсің, агрессияны орнына басады. Мен сені сүйем дейсің, болды. Ана адам жібітіп жібереді, болды. Осы 3 сөзбен айтып, дұрыс жұмыс. Бұл 3 сөзді айтсаң, құлағың тыныш болады. Энергияң сіліп болмайды, энергияң сіліп болмағаннан кейін, не болмағаннан кейін, қалай айтсам екен, энергия сілеп болмағаннан кейін, фокусыңыз мына әйелге кетіп қалмағаннан кейін, жұмысқа кеткеннен кейін сізде обязательно ақша болады. Ол құлағыңыз тыныш болса, фокусыңыз тек жұмыста болса, сізде ақша болады. Ал сен фокусың әйеліңмен қырылысып жүріп, мына жақта жұмысыңмен қырылысып жүретін болсаң, анда да мында да сен бақытты болмайсың. Ауру туралы айтып, әйел бала шаға туралы айтып кетті. Сондықтан мен әйел туралы, ата-ана туралы да өте көп зерттеген, білемін, білемін дегенде енді опыт бар, Құдайға шүкір, жан жақтан. Оның бәрін айта бермей қояйын. Айта берсек әңгіме көп. Әйел, ата-ана, әкенің рөлі туралы, баланың рөлі туралы. Өткен жылы өте көп адамдарға консультация жасадым, проработка жасадым. Кемі мен сіздерге айтайын, бір 300-400 адамға отбасыларының бақытты болып кетуіне, балалардың жетім болмауына, отбасылардың ажыраспауына мен түрткі болдым өзімнің тарапымнан. Оның барлығын мен интернетке көрсете алмаймын, оның барлығын айта алмаймын, бірақ результаттар өте керемет. Мысалы, ажырасып кетіп, баласымен көріспейтін әкелер бар, соларды баласымен көрісетін қылдым. Ажырасайын, міне болды, ЗАГСқа бар, жаңағыдай соттасайын деп жатқан кезде қосып жүрген отбасылар болды. Еркектер жаңағыдай 2 қатын, 3 қатын алған еркектер келді, оларды дұрыстадым, былайша айтқанда. 22-23 жастағы балдар 2-3 қатын алып алған, ё-мое. Өлдің ба деймін де, қатыннан өлдің ба деймін де. Енді өйтіп айтқан жоқ, мен кішкене жұмсартып айттым. Не білесің, сен өзің бір жеріңе ие бола алмайсың ба деген сияқты ғой енді. Үйлене беріпсің ғой деймін де, үйлене беріпсің. Ыңғайсыз екен кішкене, не дерін білмей қалдым. Жап-жас жігіттер шариғат бірдеңе деп қуып кеткенде, соны уағыз тағыз неше түрлі молдаларды тыңдап алып ұра берген ғой. Ана жақта бір қатын, ана жақта бір қатын, өзім бір олигарх сезініп қалған ба. Жағдайың жетпейді, уақытың жетпейді, фокусың жетпейді. 4 қатын алу деген вообще дұрыс емес. Менің понятиемде, менің түсінігімде жүрек деген біреу, қатын деген біреу болу керек. Жүрек деген біреу, күйеу деген біреу болу керек. 4 қатын бірдеңе деген ол орта ғасырда жағдай жоқ кезде, жейтін нан жоқ кезде, жаңағыдай соғыс болатын кезде, потому что еркектердің бәрі соғыста қырылып қалады, еркек аз, амал жоқ. Ана бейшара біреу жалғыз жастығын құшақтап жатпасын, ұрпақ сүйсін деген сияқты 4-еу, 3-еу деп ұра берген ғой енді. Қазір ол заман басқа, қазір денсаулық бар, әйелдерде біріншіден соғыс жоқ, еркек қырылып жатқан еркек жоқ. Қазақстанда қанша әйел болса, сонша еркек бар статистика бойынша. Даже еркектер көбірек, 51% ба сондай. Ана бір еркекке 7 қатыннан келеді деген ол оқымаған адамдардың айтып жүрген әңгімесі. Статистиканы қараңыздар, статистика агенттігі деген бар, сол жерде 51% еркектер, 49% әйелдер. Бізге әйел жетіспейді наоборот Қазақстанға. Сондықтан 4 қатын бірдеңе деп фокустарын шашыратпай, жұмыстарын істеңдер, айналайындар. 4 қатын бір машина ал, сол бір қатын болсын. Жұмысқа бір бизнес аш, сол екінші қатын бір қатын болсын. Бірінші әйелің, өзің бір әйелің бар, иә? Үйде бір бәйбішең бар, тоқалың, көлігің болсын. Көлігіңе заводта жаса. Үшінші әйелің жұмысың, бизнесің болсын. Төртінші әйелің бір достарыңмен бір хобби тауып алыңдар, балыққа бару, бильярд ойнау деген сияқты, моншаға бару деген сияқты. Сол сенің төртінші әйелің болсын. Сөйтіп өз-өзіңді алда, сөйтіп өз-өзіңді жұбат, былайша айтқанда. Сөйтіп сол әйелден алатын ләззат соларға шығар. Дофамин деген жаңағыдай гормондарыңды тасып баратса, бетіңе безеу болып шығып баратса, жаңағы гормондарың атқылап. Сол машинаға бөліңдер, анаға бөліңдер, жұмысқа бөліңдер. Тек қана
тасып тұрған гормонды тек жаңағыдай сперма түрінде ғана шығара бермей, басқа да формада шығаруға болады оны. Түсіндіңіздер ма, еркектер? Сондықтан кішкене ақылды болыңдар, тупой болмаңдар, оқыңдар, кітап оқыңдар, ізденіңдер. Менімен келіп дос болыңдар, менімен келіп бір шай ішіп кетіңдер, егер планеталарың жетпей жатса. Планета жібат етіп жібереміз дейді. Түсіндіріп жібереміз өмірдің мән мағынасын. Қысқасы, энергияның көзі ерте ояну. Энергияның ең маңызды жолдық. Біздер байқадыңыздар ма? 6 күн болды таңға. Суббота күн кім 6-да тұрады? Құдай-ау, кім 5-те тұрады? Мен 5:30-да тұрмын жаңа. Тұрам, жатам, 5:45 болады. Тұрам, бір қарасам 5:55 болды. Енді 6:10-да шығам деп жатқам, сол 6:20-да бірақ шықтым ғой, айтар. Уақыт тез өтіп кетті. Энергияның көзі негізі ерте ояну. Ерте ояну керек. Не үшін ерте ояну керек? Соның қазір түсіндіріп берем. Вообще сіздермен приятно бар ғой. Сабақ өтіп, отыра бергім келеді, сөйлеп. Енді ерте ояну үшін, ерте ояна алмаймын дейтін адамдарға айтайын, ерте ояну үшін ерте жату керек. Ерте жату керек. Сен 9-да, 10-да, кешкі 9-да жату нереально. 10-да жатсаң, хотя 11-де жатсаң, таңертең 6-да, 5-те көзің бақырайып ашылып отырасың. Потому что организм өзінің керегін ғана алады ұйқыдан, керек емесін жата бермейді андай сасып ше. Ал егер организм сасып жата берсе, значит ол ауру тоже, емделу керек. Біз жалқау дейді ғой, жалқаулық деген нәрсе жоқ негізі. Лен дейді ғой, міне лен дейді орыстар. Лен деген это ол ауру. Еріншектік, жалқаулық деген ауру. Қандай ауру? Бейшараға витамин жетіспейді, энергия жетіспейді, психикасы тыныш емес, немесе өмірдің мән мағынасын білмейді, не үшін өмір сүріп жатқанын білмейді. Сенің қырғын шаруаң тұрда, сен миллион адамға көмектесуің керек, миллиард адам тағдырын өзгертуің керек. Сен жатпайсың ғой 10-ға дейін сасып. Сен тезірек ерте тұрып, анаға көмектесуді ойлайсың. Сен жатпайсың. Сасып ше жатпайсың. Ерте тұрасың, атып тұрасың. Сен потому что идеяң бар, өмірді өзгертетін миссияң бар, арманың бар. Сен қалай жатасың? Арманың, миссияң толып тұрса. Ертең өліп қалсаң, ешқайсысы орындалмай қалады ғой. Сол үшін біз тірі адам тіршілігін жасау керек деген сөз сол. Тіріміз ба? Тірі болғаннан кейін ерте ояну керек. Күн шыққан кезде ұйықтап жатқан адам деген сөз өлі деп саналады екен ғой негізі, шариғат бойынша. Күн шығады, сен әлі ұйықтап жатсың ба? Біздің Қазақстанның халқы өте көп ұйықтайды негізі. Дұрыс емес. Сосын түнгі 2-1-ге дейін жүре береді. Мен мысалы кеше 1-ге дейін жүрдім. Күнде 11-10-да ұйықтап жүреді. Кеше енді бірақ кластастар келіп қалды, жаңа қайын жұрт бірдеңе болды. Әйтеуір той томалақ қойып кетті кеше. Содан мен 2 кездесуге барып, содан бірде айттым, мен ертең сабағым бар ағайындар. Оларды түсінеді, Нұрлан сабағы бар, ертең біз кінәлі болып қалып жүрмейік. Біз сол қаншама адамның білім алуына кедергі жасамайық деп, оларда шығарып салдық, базар жоқ. Көп отыруға мыжғыламадық. Өткенде класстасыммен кездестім деп айттым ғой. Сол класстасым бала шағасымен келді, солармен отырдық. Сағат 11-ден 1-ге дейін. Сағат 8-ден 11-ге дейін қайын жұртпен тусауат жеттік. Бір балдызымыз Оралда ғой, мен қайын жұртым адайлар. Адай болғанда Оралдың адайлар. Сол бір балдызымыз военныйда ма, бірдеңеде юриспруденцияда оқитын еді, сол лейтенант деген звание алған ғой. Военкоматқа барып жүріп, соны жуып, сол билеп, қуып, содан айтып бүйтіп. Содан кейін класстаспен кездесіп, анаумен кездесіп, әйтеуір бірде үйге жеттік, 1:30-да 2-де ме ұйықтадым ғой мен. Еще на презентация мынауларды бұрынғы презентацияларды құрастырып бүйтіп, бәрін бірдей дизайнда жасай алмадым, үлгермедім. Ерте ояну үшін ерте жату керек, ерте жату үшін де энергия. Неге біз неге ерте тұра алмаймыз? Потому что ерте жата алмаймыз. Мен ерте ұйықтай алмаймын, түнгі 1-2-ге дейін ұйқым келмейді дейді. Не үшін ұйқысы келмейді, айтайын ба? Себебі Алла тағала таңертең 100% саған зарядкаңды толтырып береді, батарейкаңды толтырып береді да энергияға. Сол энергияны сен полный жұмсамайсың. Сен оны қалай жұмсауды білмейсің біріншіден, екіншіден оны кешке дейін сақтаймыз ғой біз энергияны. Күні бойы жүреміз да, түк істемей жүреміз да, кешке қозамыз. Ананы істеп тастау керек, мынаны істеп тастау керек, ұйықтамас бұрын бәрін бітіру керек деп. 30% энергияны күндіз жағамыз да, 70% энергияны түнде жағып тастаймыз дейміз. Сөйтіп уақыт жетпей қалады оны бәрін жағуға. Бәрін жағуға уақыт жетпей қалады, сосын остаток бір 20-30% энергия қалады. Сіз оны жақпай ұйықтай алмайсыз.
яғни былай ғой, былайша айтқанда біз электрокар болсақ, электрокар дегенді білесіздер ғой, тоқпен жүретін көлік болсақ, немесе сотка болсақ, айфон болсақ, мынадай ереже негіз. Зарядкың 100% нөл болмай, сен зарядка тығуға не имеешь права деген сияқты. А зарядкаға тығылу деген сөз ол ұйықтау деген сөз, да, түсіндіңіздер ма? Адамның энергиясы толық бітпей, ол ұйқыға кетпейді. Құдайдың бұл заңдылығы. Яғни сіздің зарядкаңыз толық біткен кезде ғана не істейсіз? Зарядкаңыз толық біткен кезде ғана сізді тоққа тығу керек. Яғни сіз ұйықтайсыз. А зарядкаң бітпей қалса, сен түнгі 2-3-ге дейін жүре бересің, кішкентай балдар сияқты энергияң тасып. Түсіндіңіздер ғой? Сондықтан таңертең таңертеңге берілген 100% энергияны дұрыс кешке дейін жағу үшін не істеу керек? Кешке дейін дұрыс жағу үшін, дұрыс өзіңнің арман мақсатыңа, қоғамға, елге, адамзатқа пайдалы істер істеу үшін сенде миссия болу керек. Миссиясы жоқ адам Құдайдың берген энергиясында қайда шашатын жер тапып, энергияны қайда жұмсарын білмейді, былайша айтқанда. Энергияны жұмсарын білмегеннен кейін не істейді? Ол ода остаток энергия қалып қояды да, сонымен түнде ұйықтай алмай, көз бақырайып, YouTube, TikTok, MikTok, Reels деген заттарды қарап жатады да, сөйтіп қарап жатқан кезде не болатынын айтамын қазір. Қарап жатқан кезде битіне былай сотка түседі ғой, ұйықтап жатқан кезде ше. Ұйықтайын деп жатқан кезде битіне сотка түседі. Қазіргі 14-ші айфонның үлкен түрлері басыңды ісіріп баяды, мен басып бетіме түсіп, маңдайым ісіп кеткен бар ғой, ауыр екен қатты. Кешке сондай желание ашылады деген ол адамның шабыт деген нәрсе де өтірік нәрсе. Мен шабытым түнде ашылады деп өзімізді ақтап аламыз ғой. Күндіз шабытым болмайды. Просто сенің энергияң жоқ. Шабыт деген ол энергия. Энергия любой уақытта ашылады. Энергия ұнаса да, ұнамаса да. Мұхтар Мағауин деген ұлы жазушы бар, Америкада тұрады. Сол Ғалым Боқаш деген монстр болған кезінде. Соларды оқитынмын да мен Фейсбукта. Ғалым Боқашты оқып жүретін. Сол Мұхтар Мағауиннің бір күндік тәртібін жазды. Мұхтар Мағауин ол Шыңғыс ханды жазып жатқан, тарихтан үлкен жұмыс жасап жатқан өте ұлы жазушы. Кітаптарын оқысаңыздар түсінесіздер. Қазақтың тарихын түгендеп, руханиятын асқақтатып жатқан кісі. Сол Мұхтар Мағауин, Ғалым Боқаш жазады. Ғалым Боқаш деген кезінде 26-27 жасында Тасмағамбеттің замы болған, Алматы қаласында, Хабарда диктор болған, үлкен кісілер білетін, 35-40-тан асқан. Ғалым Боқаш деген Қазақстанда номер 1 журналист болған. Қасым Аманжол, марқұм Бейсен Құранбек деген ағаларымыз жүреді. Сол Бейсен Құранбекті мен өзім бір ұстазым санаймын. Себебі сол кісінің қасында жүрдік, сол кісінің тәлімін алдық. Бейсен Құранбек деген менің журналистика бойынша, жалпы осы медиа саласында ұстаздарымның бірі. Бір ұстазым Есенел Өкен, бір ұстазым Бейсен Құранбек. Мен сол кісілерге еліктеп, сол кісілердің бір жақсы жақтарын алуға, сол кісілер сияқты қасқайып жүруге, сол кісілер сияқты нақты сөйлеуді үйрендім да мен. Лағып кетпей, деп кетпейше. Сол Бейсен Құранбек деген марқұм ағамыз айтатын еді. Бейсен Құранбек, Қасым Аманжол деген журналистер бар өзі. Мүйізі қарағайдай қазақ журналистикасының былай корифейлері дейді ғой жаңағыдай. Сосын бай қуатты болайық деген қазақ бай қуатты болайық дейтін журналист кісі бар еді, атын ұмытып қалдым, Талдықорғанда. Сол кісі Бейсен ағамыздың жаназасына бардық біз. Карантиннің кезінде қайтыс болды ол кісі. Қайтыс болмастан бұрын біз Шыңғыс Мұқан екеуміз, Шыңғыс Мұқан жүр Бейсен ағаға барып қайтайық деп, Бейсен ағаға барамыз, жағдайын сұрап, барсақ аурухана толы, кітап оқи берген, ауырып жатыр екен. Сөйтіп, сен бала әлі үйленбедің ба? Нұртілеу деген программасы бар еді ғой. Ол кісі Нұртілеу Иманғалиұлы ма сондай, Нұртілеу Иманбаев. Сол кісінің өзі айтты, Бейсен Құранбек бізден жас болса да белгілі бір деңгейде кейбір салаларды бізге ұстаздық етіп кетті деп сол кісі айтты. Ол Нұртілеу Иманғалиұлы да қайтыс болып кетті, марқұм, қателеспесем. Қателесіп кетіп құрсын аузынан авария өтпек. Ол кісі, по-моему, солай жарайды. Әңгіме ол туралы емес. Сөйтіп Шыңғыс Мұқан екеуміз барамыз неге Бейсен Құранбекке. Сол кезде айтады, сен бала, ол кісінің Бейсен ағаның бір жақсы әдеті бар еді, ол кісіде не болатын? Список болатын. Үйленбеген жігіттермен үйленбеген жақсы қыздардың спискісі болып, бір-бірімен таныстырып, табыстырып жүретін да. Ол кісі қарекет, айтуға оңай деген программаларға шықпай тұрып, сонда істеліп жатқан жақсы тілек істердің бәрін өмірде істеп тастаған ғой. Өмірде істеп тастаған адам. Ол просто программада соны освещать етті болды. Сондай жақсы кісі болатын марқұм.
сол айтады, спискеге сен бала үйленесің ба деп. Жоқ, құрсын спискеге кірмей қояйық, былайық үйленерміз деп. Содан сол кісі қайтыс болған кезде Алматы мен Талдықорғанда карантиннің қосып тұрған кезде мамыр айы еді, мамырдың басы еді 2020 жыл. Қасында Нұрадин Садықов деген жігіт бар, Октагон лиганың президенті қазір. Утиль сбор, мен досымыз ғой Нұрадин Садықов. Аят Сағындық деген жігіт бар. Сол бәріміз үшеуміз ұштық, короче, неге қарай. Соны анау границада Алматы мен Астана ортасында не тұрады, блокпост тұрады, Алматы мен Талдықорған. Бесен Құранбек десек сразу өткізіп жүреді. Ана Бақытжан Сағынтаев пен Амандық Батталов екеуі келіскен ортада өте берсін деп. Сөйтіп барсақ деген 40 адам болды. Сондай мән мағыналы ғұмыр кешкен адам ол кісі. Сондықтан біздің медиа саласында ұстазымыз сол кісілер. Былай істе деп көп ақыл айтқан, өмірді түсіндірген кісілер де солар. Мен сол кісілерді, сол мысалы Есенаға да сондай 20 жылдан бері телевидениеде жүр, қасқайып тұрады, өзіне қарайды, салмақты, қыртың сыртыңы жоқ. Әйтпесе КВН, Жайдарман дегенде бір шуттардың ортасында ойлайды, бірақ ол жердегі адамдар өте серьезный. Енді энергияны туралы әңгімемізді жалғастырайық. Бірді айтып бірге секіріп жатырмыз. Ерте жаңа түсіндіңіздер ғой да, зарядкаларыңыз толмай, бітіп қалмай, сіз зарядкаға тығылмайсыз. Яғни ұйқыңыз келмейтін содан. Мен айналсам білмей кеттім, бір сондай кезде кетіп қалғым келеді екен, басқа. Олай болмайды, кетіп қалғым келеді екен, анау деген кішкене дұрыс емес әңгіме. Бәрі жақсы болады, уайымдамаңыз. Сабақтарды қарасаңызшы, жақсы болады бәрі, Құдай қаласа. Уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады. Сондықтан зарядкаларыңыз толық бітпей, зарядкаңыз толық өшпей, сіз ұйқыға кетпейсіз. Сондықтан таңнан дұрыс бастау керек. Енді осының систематичный жолын мен жазып шықтым, қалай істеу керек, не істеу керек деген сияқты. Ерте тұру үшін не істеу керек. Міне, ерте тұру үшін ерте жату керек. Ерте жату үшін энергияны толық жұмсау керек. Ғалым шабыт туралы айтпақшы. Дұрыс, есіме салғаныңызға рахмет. Ғалым Боқаш жазады, Мұхтар Мағауин тұрады екен. Не үшін Қазақстаннан кетіп қалған? Қазақстанда дейді, күнде біреу той садақа жасайды, күнде біреу тойға шақырады, күнде біреу шапан жауады, күнде келіп біреу шапан жауады, үйіне шақырады, анда шақырады, мында шақырады. Сосын мен бұл Қазақстанда тұратын болсам, мен шығармашылықпен айналыспаймын. Қазақтың менталитеті сондай, ақсақалдарды сыйлау керек деп, анда-мында апарып ет бере береді жаңағыдай. Етті де адам бір жейсің, екі жейсің, тоясың ғой енді. Күнде жей бермейсің, оны шалпылдатып. Ет те болмайды, сондықтан ол кісі өзінің денсаулығын күту үшін, Шыңғысханды бітіру үшін сол Америкаға кетіп қалған. Таңертең тұрады екен, шабыты 6-да. Таңертең шабыты келсе де келмесе де өзінің ыстық суы бар, бал қосады, таза бал. Мед қосады да, соны ішіп алып, бір кабинетке кіріп кетеді екен да, 2-3 сағат жұмыс істейді. Сосын бір серуендейді, кей әйелімен, жеңгеймен, апамызбен. Сөйтіп қайтадан келіп жазады. Күнде қысқасы 6-7 сағат тек қана жазуға арнайды. Шабыт келіп тұрма, келмей тұрма. Сіздің сабағыңыздан 650 мың бір күндік кіріс кірді ғой дейді. Кіреді ол, миллиондап кіріп жатыр адамдар. 1 миллион, 2 миллион, 5 миллион, 10 миллион деген түк болмай қалды, Құдайға шүкір. Сөйтіп, жаңағы енді күндік режимін жазады енді. Сұмдық енді анау. Тамақ ішеді, серуендейді, кітап жазады. Тамақ ішеді, серуендейді, кітап жазады. Бол. Ешкіммен кездесіп, анау, тусоваться етіп жүру деген жоқ біздікінде. Сондықтан тусоваться ететін адам, сен үлкен өмірде із қалдыру үшін бір нәрсе құрбандыққа шалуың керек. Мен Ташкенненмін, мен онша сенбей тұрған едім. Лекин дейді. Лекин менде зор квантовый скачок болды. Кеча дейді. Кеча. Қырғызстан, Өзбекстан, Қарақалпақстан, Қазақстан барлығы өзгеріп жатыр қазір. Барлығы біздің квантовый поледа жүр. Құдайға шүкір, әйтеуір тек қана бір қазаққа шектеліп жатқан жоқпыз. Өзбек ағайындарға да, Қарақалпақ ағайындарға да, Қырғыз ағайындарға да пайдамыз тиіп жатыр. Себебі мен ешқайсысын бөліп жармаймыз. Сен қазақ емессің, сен бүйтпейсің, сөйтпейсің. Бәріміз бір айналып келгенде бір адамбыз, түптің түбінде. Бәріміз түркіміз. Сондықтан бәріңіз молодцы. Жарысып, бір-бірімізбен жақсылықта жарысайық. Бәріміз квантовый скачокпен жарысайық. Сондықтан ерте тұру үшін ерте жату керек, ерте жату үшін энергияны толық жұмсау керек.
энергияны толық жұмсау керек. Энергияны толық жұмсау үшін не істеу керек дедім жаңа? Энергияны толық жұмсау үшін жоспар жазу керек. Жоспар жазу үшін жоспармен жүру керек. Сол жоспармен жүруді әдетке айналдыру керек. Жоспармен жүруді әдетке айналдырсаңыздар не болады? Жоспарды қалай жазамыз? Міне. Мына таңғы 6-ның дағдының бәріне, мысалы, мынау жаңағы кемел адам деген блокнот, бұл қазір жоқ ау деймін. Андай дағдылар. Мына бүгінгі күнімізге 2022 жылдың 6:30 6:45 деген жақ уақытымен жазатынмын. Бір күннің планы, сосын жаңағы күнде істейтін жаңағы қайталана беретін істер болады, сосын одноразовый істер болады. Одноразовый істер болады. Бір рет істейсің, бітеді болды, қайтып істемейсің. Сосын күнде қайталайтын жаңағыдай істер болады. Операционка дейді ғой. Операционка болады. Үйдегілерге де айтып жатырмын ғой дейді. Осылай жоспар жазасыздар, жоспармен жүресіз. Күнде жоспар, таңертең тұрдың ба, миың, бет қолың жудың ба, медитацияң жасадың ба, дұға тілегің жасадың ба, аффирмацияң жасадың ба, сразу жоспар жазу керек. Енді ерте тұру үшін не керек? Адамға мотив керек. Мотивация дейміз ғой, мотивация керек. Мотив деген себеп, сылтау, мотивация. Ана детектив киноларды көрсеңіздер, детектив, мен көзім кезінде Агата Кристи, Эдгар По деген жазушылар көп оқығам да детективтер. Детективтердегі ана шытырман оқиғалары қызық, кім өзің логикаң жұмыс істетесің, аналитикаң жұмыс істетесің, критический мышление жұмыс істетесің. Сондай кітаптарды көп оқитын мектепте жүргенде, студент кезде. Сонда мотив дейді. Пәленшені өлтіруге ешқандай мотив, ешқандай жаңағы осындай нелерді қылмысты жасауға пәленшеде қандай мотив бар. Мұхтар Сеңгірбай ағамыз, рахмет Мұха, қалайсыз, жұмыстарыңыз жақсы ма? Сосын айтпақшы, мені кәдімгідей өзімнің университеттің мұғалімдері қарайды екен. Мұхтар Сеңгірбай деген ағамыз өте күшті ұстаз, бірнеше тілдің полиглот кісі, жан-жақты медиа маман, СДУ-да сабақ береді. Кеметтің мұғалімдері, IT университеттің, СДУ-дың, КБТУ-дың мұғалімдері қарайды екен мен. Мен кеше соны кішкене приколдарды азайтайын дедім сосын. Аналар көріп алып жаман екен бір тіл. Университеттің мұғалімдері жазып жатыр, Нұрлан, сенімен мақтанамыз. Біздің университеттің түлектері күшті деп бір мұғаліміміз кәдімгі рахмет жазып жүрді. Енді ол да бір меніңше жақсы бір признание дейді ғой, жаңағыдай бағалау деп ойлаймын, керемет. Тек қана жаңағыдай біздің аудиториямыз сауатты, былайша айтқанда. Сауатты аудитория бар, Құдайға шүкір. Мотив деген сол жаңағы себеп, сылтау. Не үшін тұрасың да? Себебі болу керек. Ерте тұруға. Мотив деген сол жаңағы миссияң болу керек қой, миссияң, өмірлік миссияң болу керек. Енді мына жақтарда кішкене шашыраңқылап кетіпті да, бұлай жарайды. Енді жоспар қалай жазамыз деген теманы түсіндіре салайын, орындар ауысып кетті. Ойда не бар, бәрін түсіре бересіз қағазға. Ол басында көп фрирайтинг жазасыз да, ойға барлық қоқыстарды аласыз да түсіре бересіз. Фрирайтинг техникасы деген. Сосын 15 минут тоқтамай, соны жаңағы фрирайтинг қой. Ойда не бар, бәрін жаза бересіз, соның бәрін 15 минут тоқтамай жазған кезде қалай болса солай, үтір нүктесіне қарамай, әдемілігіне қарамай, оны біреуге комиссияға көрсетейін деп жатқан жоқсыз. Оны ешкім қарамайды сіздің бойыңызды, қоқыстарыңызды. Сол қалай болса солай дәрігерлердің почеркісі сияқты жазасыз. Сөйтіп соның ішіндегі не сені миыңды мазалап тұр, солардың бәрін теріп алып жоспар шығады сонда. Жоспар шығады, сол жоспарды күні бойы орындау керек. Жоспар осылай жазылады шамамен. Қандай тема бар мына жерде. Енді мотив дегеннен кейін мотивация деген не жалпы? Мотивация деген не? Сіздер жауабын айтыңыздаршы, жазыңыздаршы комментарийге. Мотивация деген не? Қалай түсінесіздер? Жұмыс жасасам тез шаршаймын дейді. Витаминдерді тексерту керек ана денедегі. Тамаша ғой, ұстазыңыздың көріп отырған, ол құрметіңіз бен қадіріңіздің артқаны ғой дейді. Квантовый скачок басқа измерениеге өтуде дейді. Басқа измерение бұлай. Біз көріп жүрген тек материалдық әлем ғой. Бұдан басқа да әлемдер бар да, солар көре бастайсыз ғой, былайша айтқанда. Жігерлену, шабыт беру дұрыс. Дем, құлшыныс, өзің шабыттандыру, күш, энергия. Мотивация шабыт, өмір сүруге құлшыныс беретін құрал. Өзіңнен шығу керек мотивация дейді. Енді айтайын, мотивация деген не екенін айтайын.
мотивацияны сырттан іздемеңіздер. Мотивация деген ол сіз. Мотивация деген ол өмір. Мотивацияны сырттан іздеудің керегі жоқ. Біреудің өміріне қарап, Марғұлан Сейсенбаев маған мотивация береді. Тағым ба, пәленше маған сал. Илон Маск маған мотивация береді емес, сен өз-өзіңе мотивация беруің керек та. Мотивация сырттан болса, оны бір күн, екі күн сол мотивациямен жүресің, қарның, эгоң қомпайып. Сосын қайтадан пісіп, желің шыққан шар сияқты не қылып қаласың, басылып қаласың. Сондықтан мотивацияны сырттан іздеудің қажеті жоқ. Мотивация ол сіз, мотивация сіздің өміріңіз. Кеше айттым ғой, өзіңіз туралы кино түсірілетін болса, өзіңіз туралы маған мотивация берші дейтіндер көп деймін. Маған мотивация берші дейтіндер көп, бір какой-то алып бере салатындай. Көттен қамшылау мотивация дейді. Ол көтеннен қамшылау да мотивация. Мотивацияң жақсы, жаман түрлері болады. Жақсы түрі, жаман түрі сол жаңа. Кредит, ипотека, біреудің қорыққаннан жұмыс істеу, біреудің қорыққаннан, біреудің қарғысымен жұмыс істеу. Ал мотивация деген жаңа морковка сәбіз артыңнан тұртса, ол негатив мотивацияндай, радикальный мотивацияда. Ал алдымыздан сүйрейтін мотивация ол миссия, арман, өмірге деген құлшыныс, халыққа ең қызмет ету. Жаңа Әлихан Бөкейхановтың сөзі бар ғой. Ұлтқа қызмет ету не дейді? Білімнен емес, мінезден дейді. Мінезден да, ол мінезің болу керек. Мінезді адамдар ғана елді өзгертеді. Мінезді адамдар ғана қиындыққа төтеп береді. Мінезді адамдар ғана қиын қыстау кезеңде елді аман алып шығады. Мінез керек, мінез. Біз өзіміздің қазақ қой мінезді, қазақ жылқы мінезді деген қою керекпіз. Слишком жуас, сондай бір момын халық емеспіз. Біз боевой халықпыз. Біз қасқыр мінезді халықпыз. Қазақтар олар былайша айтқанда қасқыр мінезді халық. Қазақ деген ол тигр деп, Тоқаев тигр деп жағымпазданды ғой бір рет. Сол сияқты барыстан, қыран сияқты самғайтын ұлтпыз. Біз жоғарыдан қарай аламыз. Біз қасқыр сияқты бағынбаймыз. Қасқыр деген циркте ойнамайды екен, бірдеңе деген сөздер бар ғой, жаңа боян болып кеткен. Сондай әңгімелер, короче. Қандай нелеріңізді мен қазақпын көңтерлген деп өлең оқып кетейін ба, или қазақ болып тумағанда нетерем деп, сондай ол сөздерде, ондай ұрандатылған сөздерде, ондай лозунгтарда, ондай ұрандар керек халыққа. Арзан дүние көрінуі мүмкін, кішкене оққан-тоққанды күледі, сондай әндерге ше. Мен қазақпын бірдеңе деп атсаң, басқа мақтанатын нәрсең жоқ па, қазақтығынан басқа деген сияқты. Қазақ болып туғанымыз, өзбек болып тұрсаңыз да қуанасыз, ұйғыр болып тұрсаңыз да қуанасыз, онда тұрған ештеңе жоқ. Любой ұлт өзінің, мен осындай ұйғыр болып туылдым екен, еврей болып туылдым екен, неміс болып туылдым екен, немесе якут болып туылдым екен деп өкініп жатқан якутты көрген жоқпын. Любой адам өзінің ұлтымен мақтанады. Бізде мақтанамыз, әңгімесі жоқ. Бірақ енді мақтанып отыра бермей жұмыс істеу керек та. Жұмыс істеу керек. Мотивация деген сол. Ата-бабалар біраз тірлік жасап кетті ме, соның ізбасары болып жалғастыруымыз керек қой, отыра бермейді. Мотивация деген атқан таңың, арайлап атқан таңың, ұйқың қанғаны мотивация, деніңнің саулығы мотивация, жүрегіңнің соғып тұрғаны мотивация, дем алып жатқаны мотивация, көзің көріп тұрма бақырайып, былай көзің жүк жан-жаққа қарай ма, оның өзі мотивация, құлағың естіп тұрма мотивация, 12 мүшең сау болуы мотивация. Одан артық аң патшасы қасқыр ғой дейді. Енді аң патшасы қасқыр емес, арыстан дейді ғой. Қасқыр деген қасқыр мінезді деп, қазақ онда арыстан деп шығайық дей ма? Жаман қыдыртатын қалыппыз да негізі. Сабақтарыңыз қанша уақыт созылады? Біздің сабақ кешке дейін болады күнге. 12 сағат өтеміз сабақ. Мотивация туралы сізбен келісемін. Сырттан келген мотивация көпке бармайды. Ал өзіңнен шыққан мотивация көпке барады. Карамат. Осындай карамат комментарийлер жазатын адамдарды жақсы көремін. Не дейміз? Аз нәрсеге қуана білсең, көп нәрсеге шүкіршілік етесіз. Яғни жеңіс бір өмірді бір үлкен марафон деп қараудың керегі жоқ та, өмір деген кішігірім спринттардан тұратын үлкен марафон. Яғни біз өмірді марафон деп қараймыз да, марафон деген 42 километр ғой, 42 километр оңай емес, оны жүгіру деген сияқты. 42 километрлік үлкен марафон деп қараймыз өмірді, сөйтіп 10 километрден өшіп қалсақ болды, мен марафонда кешіп қалдым, мен адам болмаймын деп қоясың. Жоқ, сен спринттерден тұрады өмір деген.
мектепті бастауыш сыныпты бітіру бір спринт, мектепке барғанға дейін бір спринт, бастауыш сыныптан кейін 5 пен 9 сыныптың арасы бір спринт, 10-11 бір спринт, университеттегі бірінші курс бір спринт, екінші курс бір спринт, үшінші курс деген сияқты көп спринттерден тұрады. Біреуін провалить етсең, сенде басқада шанс бар. Өміріңде 1000 шанс бар, біреуін қолдана алмадым, ойбай, мен енді адам болмаймын, мен құрыдым, өйттім, бүйттім, қалып қойдым, жұрттан артта қалып қойдым деп түңіліп өмірден мән-мағынадан құртып жүрудің қажеті жоқ. Түсіндіңіз ба? Аз нәрсеге қуанайық. Біреу үшін 9000 теңге түсті деп жатыр кеше. 9000 теңге біреу үшін квантовый скачок. А біреу үшін 500 000 квантовый скачок. А біреу үшін 5 миллион квантовый скачок. Мен үшін 100 миллион квантовый скачок деген сияқты да, мысалы, миллиард квантовый скачок. Әркімнің деңгейі әртүрлі. Біреудің арманына күлуге болмайды, біреудің жетістігіне күлуге болмайды. Біреудің жетістігіне, арманына қуану керек. Сондықтан таңертең ерте тұрып сабақ қарадым ба, бұның өзі үлкен жетістік негізі, түсінген. Өздеріңе рахмет айтыңыздар, өздеріңізге шүкір, осылай Құдайға рахмет, жүрегім тоқтап қалмай ерте тұрғаныма деген сияқты. Сондықтан өз-өзімізге аз нәрсеге қуана білсек, көп жетістікке жетеміз біз. Үлкен жеңістер кішігірім жетістіктерден тұрады. Майда-майда. Мозаика ғой, мозаика құрастырып отырмыз. Түсіндіңіздер ғой? Аз нәрсеге қуана біліңіздер. Ой, мынау аз ғой. Жұрттар деген Range Rover алып жатыр, Tesla алып жатыр, мен қалай мына самокат алғаныма қуандым. Сен үшін самокат квантовый скачок, самокат алғаныма қуандым. Машина алған сияқты қуандым. Мотивация деген, мен бірақ керемет сөз ойлап таптым да ойлаймын мен өзімше. Мотивацияны бір сөзбен айт десе, ол бастау бір деген. Дисциплина деген не? Ол тастамау. Бірақ сөзбен айтсаңыздар. Осылай мен осылай не істедім. Өз-өзіме өмірлік тәжірибемнен осындай definition дейді ғой ағылшынша. Описание дейді ғой. Түсініктеме, анықтама ойлап таптым. Мотивацияны бір сөзбен айтшы десе, ол бір нәрсені бастау. Бір нәрсені бастауға қана бір түрткі жіберу ғой мотивация. Түрткі дейді ғой, түрткі керек. Мотивация деген бастау. А дисциплина деген не десе, тастамау. Ұнаса да, ұнамаса да тастамай бір нәрсені істей берсең, тастамай істей берсең, ол дисциплина болады. Бастау тек қана бір 24 сағат дейді бірлер, 48 сағат дейді бірлер, 72 сағат дейді. Бір нәрсені ақылдастың, оны 72 сағаттың ішінде істеп кетпесең, значит ол нәрсені істемейсің деп айтады. Яғни мотивацияң бітеді. Мотивация деген андай жолдатып жанасында 2-3 күннен кейін өшесің қайтадан. Сол жанып тұрған кезінде, қазір сіздер сабақты оқисыздар, сабақты оқып болғаннан кейін мотивация ұрып тұрады, алғашқы 2-3 сағат, 4-5 сағат мотивацияларыңыз ұрып тұрады. Сол мотивацияларын ұрып тұрған кезде бүкіл пландарыңызды жазып, маған активностьпен жазып, анан қайтеміз деп белсенді болып алсаңыздар, сосын ұмытып қаласыздар айтып. Ертең бір сабақ өтіп, сонымен Аллаху акбар бітеді сабақ. Не істейсіздер? Күнде нұрлан жоқ, таңертең тұрып сізді оятатын. Өзің тұруға тура келеді, өзің оқуға тура келеді. Сабақтарды қайталап оқу керек. Бір кісілер 5 рет, 4 рет қайталап жатырмыз дейді. Бір киноны әр қарағанда әртүрлі нәрсе түсінесің ғой бір киноларды. Сол сияқты бұл сабақтарда да өте көп инсайт, өте көп ақпарат, өте көп білім, өте көп тәжірибе жатыр. Оны бір қарағаннан түсініп кету қиын. Енді мен өзім сұмдық ойбай деп жатқаным жоқпын, өзімді көтермелеу айтып жатқан жоқпын. Сіздер кейбір моменттерді өткізіп алмаңыздар деп айтып жатырмын да. Дисциплина деген бір нәрсені тастамауды дисциплина деп айтады. Мотивация деген бастап кетесің. Ары қарай дисциплинаң болмаса, ол нәрседен бізде адамдар бар. Бізде адамдар мотивация деген сөз көп айта бергеннен кейін адамдардың барлығы мотивациямен өмір сүреді. Яғни әр нәрсені бастайды, сосын тастап кете береді. Әр нәрсенің басын бір шалады, тастайды. Әр нәрсенің басын бір шалады, тастайды. Сондықтан себебі дисциплина туралы ешкім айтпайды ғой. Ол қиын, ол ұзақ әңгіме. Мен мына кітапта міне 40 күн өмірімді өзгертуді неден бастайын десе, міне 40 күн осымен жүрші деймін. Себебі бір апта жеткіліксіз, бір күн жеткіліксіз өміріңді реттеуге. 10 жыл, 20 жыл бойы былықтырған өміріңді бір күнде, бір аптада, немесе 20 күнде, 21 күнде түзету қиын. Минимальный 40 күн керек әдет қалыптасу үшін. Жаңа нейрондық жүйелер, алгоритмдер, мидағы мышление дұрыс қалыптасу үшін сізге минимум 40 күн керек. Ана қазақтарда 40 күн баланы 40-нан шығару, қайтыс болған кезде 40 беру деген заттар содан қалған. 40 деген бізде сондай конкретный философиялық мән-мағынасы бар. Ол бір аспаннан алынбаған, оның бәрін ата-бабамыз білген кезінде. Сізбен кері байланысып сұрақтар қоюға бола ма сабақ туралы? Болады ғой, сұрақ қойсаңыз бәріне жауап беріп жатырмын мен. Мен қазір өте қарапайым, добрый, сондай жақсы адам болып қалдым. Бұрынғыдай агрессия жоқ. Бұрынғыдай агрессия, бұрын кішкене тәкаппарлау едім, бұрын кішкене агрессивныйлау едім, бұрын ұрысып тастайтын едім. Қазір жаным күнім деп бастарыңнан сипалап отырып сөйлесе беремін.
бірақ енді сипалап отырып сөйлеседі екен деп күйеулеріңізді жамандап енелеріңізді жамандап кетпеңіздер. Қарызым бар еді, қарызымды жауып берші деп өтініш жасамаңыздар, жарай ма? Ақша таратпаймын, білімнің өзі миллион тұрады дегенге тұрады ғой да, білім тұрады ғой миллионға. Миллион тұрады деп басында айттым. Тұра ма екен миллион? Сондықтан мотивация деген 24 сағаттық, ары кетсе 48 сағат, 72 деп созбай ақ қояйық. Квантовый скачоктар соза берген жақтырмайды жалпы. 24 сағат болды. 24 сағатқа жетеді мотивация деген нәрсе. Яғни дызылдап жүресің 24. Дисциплина деген тастамау. Саламатсыз ба, ұйықтап қалыппын, бағана 3-те оянып 2 сағат қалды деп қайта жатып едім, ұйықтап қалыппын дейді. Жақсы болыпты онда, жақсы болыпты. Ұйықтап қалсаңыз сақталады ғой сабақ, қайталап қарайсыз, ештеңе етпес. Рита деген айналайын, ол жақсы өзі. Белсенді оқып жүрген адамдардың бірі. Мотивациясыз дисциплина болады, ал дисциплинасыз мотивация болмайды. Мотивация жалғыз өзі, дисциплина ол мотивация ұнаса да ұнамаса да бір жұмысты істей беріп ақша табуға болады. Бір жұмыстан нәтиже ұнаса да ұнамаса да кірісіп кетесің да. Күнде істей берсең өзіңе ұнап бастайды потом. Сондықтан мотивация болмаса да дисциплина болады, ал дисциплинасыз мотивация болмайды. Түсіндіңіздер ме? Бірінші кезекте дисциплина керек бізге. Сосын мотивация деген ол махаббат деген сияқты, үйленгеннен кейін махаббат, сыйластық болу керек, өмірге деген бірге бір неге қарау керек, бір бағытқа. Сонда сыйластық деген дисциплина, махаббат деген мотивация. Күндегіне махаббатын тасып жүрмейді ғой. Ойбай, мынау менің әйелім ба деп. Бір күн настроением болмай тұрған кезде махаббатың өшіп қалуы мүмкін. Бір күн қосып кетуі мүмкін. О, мынау менің әйелім ба деп. Сондықтан махаббат сияқты ол мотивация деген. Эмоция ғой, эмоция былайша айтқанда. Әңгімені жіберетін болдық қой, Құдай сақтасын дей ма. Әңгімелер ұнап жатыр ма? Мен 15 килограмм салмақ тастап, 5 килограмм қалғанда диетолог менің мақсатына жетті, 20 килограмм түсірді деп жариялағанда мотивациям жоқ болып кетті. Себептері әрине өзімнен. Қазір бұрынғыдан да көп салмағым дейді. Бәріне кінәлі диетолог оңбаған. Дисциплинаны дұрыс түсіндірмеген дейді. Бірді кінәлап лақтырып отырсаң да таст. Мотивацияны осы уақыттан бері сырттан біреуден алыппын ғой. Өзім екенін білмедім дейді. Бүгіннен бастап білетін боласың енді. Әңгімен жібереміз да, короче. Әңгімен жібереміз. Сырттан қарап отырса, жалғыз өзім қуып отыр деп ойлайды ғой, мысалы, сотқа қарап, өзің күлесің, өз-өзіңе ұртасың, күлесің, қуып отырасың, короче. Жай ғана бақыттылық, жай ғана. Просто живите счастливо дейді ғой орыстар. Ми қатып тұр дейді. Миларың қатада сіресіп қалған ғой ана милар. Кірлер, нелер ана. Қазанды жумасаң не болады? Іші шіріп, көгеріп, баяғыда бір кісі бір жыл жумбаған ғой, жаздарға бір түрлілеу анекдот айтып берейін. Бір кісі бір жыл жумбаған ғой, сөйтіп моншаға барып бір ер адам ғой, арқасын ысқылап жатыр дейді. Кір шығып жатыр ма, шығып жатыр, пилинг жасап жатқан ғой. Сосын бір сағат па ысқылап болғаннан айтады дейді, майка көрінді ма деп. Сөйтсем майка қап қойған ғой ана кірдің астында. Сол сияқты майка көрінді ма дегендей болды ғой. Миларыңда ми көрінді ма жалпы? Ысқылап жатырмын. Ми көрініп жатыр ма? Бір қызыл зат, бір биткен заттар көрініп жатыр ма? Ысқылап жатырмын ғой қанша күннен бері. Ыржың дейді. Ыржың. Әңгіме өткен сонша таңғы 6:30-да ашылу керек, жұмыс тұр дейді. Бәріне кінәлі Нұрлан Жанай, жұмыс жүрмей қалды, клиенттер недовольны дейсіз ғой ана жақта. Шапка көрінді дейді. Миды жуып тазалау үшін не істеу керек дейді. Ой, бұл сөз деген андай. Ой, көкейкесті өзекті сұрақ қойдыңыз ғой деймін. Той бітіп асқа айрайын деп жатқан кезде кіммен кім үйленіп жатыр? Бұл не мероприятие деген сияқты болды. Бұл қандай шараға келіп тұрмын мен деп оянып кетіп біреу бүйтіп. Отырады да 5-6 сағат. Той болып жатыр, билеп жатыр, адамдар өйтіп. Оянып кетіп. Бұл кімнің тойы? Нағашылар қайда? Құдалар қайда? Сондай әңгіме ғой примерно.
Ай, айналайындар ай. Сөйтіп адам болып кетесіздер Құдай қаласа. Сөйтіп адам болып кетесіздер бір күні. Оянып кетіп ше, киноның ортасына келгенде баяғыда бір ұйықтап қалыппын киноның басына келгенде. Оянып кетіп ана басында біреу екеуі дос еді ана екеуі әлі дос па деппін ғой тұрып алып сол сияқты. Сөйтсе бір-бірін өлтіріп қырып жау екен ғой анау. Сондықтан ұйықтамай жүрсеңіздер кішкене живой болып жан-жақ. Сабақ парақшаға кіріп алады, тиктоктан масса келіп отыр ғой маған. Сабақ қайда деп жанымды алады жекеге. Осы парақшада сабақ тауып алсам мен бір тықып қойған жоқпын ғой, актуальныйда тұр, лентада тұр, білмейді лента деген қайда, актуальный деген қайда. Сабақты қайдан қараймыз ойлайды деймін ана бір достық береді бір жаққа деп ше. Жоқ, ешқандай дос, бәрі тұр парақшада десем. Қайда тұр, қайда? Бірінші сабақта қарап отырады да, бірінші сабақ қайда дейді. Баяғыда біреу астындағы атын Алтай іздепті дегендей. Астындағы алтын Алтай іздеп жүргендер бар айналайындар. Біз әлі елді 30 елдің қатарына кіреміз, 50 елдің қатарына кіреміз деп жүрміз. Адамдар әлі Инстаграм қолдануды білмейді жамай. Баяғыда Назарбаев айтқан ғой. Бәрің Америкамен салыстырасыңдар. Я столько американцев откуда беру деп. Сол сияқты халқымыздан да бар ол негізі кішкене. Сосын Назарбаевтан негізі анекдот жоқ қой кәдімгідей. Тағы бір анекдоты бар ғой. Сендер бәрімен сынай бересіңдер. Менде президенттік опыт бірінші рет қой, мен бірінші рет президент болып жатырмын. Сендерге Қазақстан жалпы мен бірінші рет президент болып жатырмын. Бұрын президент болсам қатесіз басқарар едім ғой деп айтады дейді. Сол сияқты. Енді бірінші рет емес бірақ. Квантовый скачок туралы сол екінші рет айтып отырмын, сондықтан қате кемшілік болса кешіріңіздер ағайын. Әңгімені ұра береміз ба, әлде тоқтатамыз ба? Ертең бір сұмдық сабақ болады. Бұған шыны керек энергиям жетпей қалды. Ақша оңай әрі тез келу деген сабақ болады ертең. Миды қалай ақша тез келу үшін, оңай келу үшін қалай дайындау керек? Миды программаларды қалай жазу керек? Соны ертең айтайын. Ана хадис па сондай бар ғой. Халық қандай болса, президент сондай деген. Себебі халық көп қой. Бірақ бізде айтады, президент қандай болса, халық сондай дейді. Олай да қолдануға болады негізі. Анау манипуляция болуы мүмкін. Енді президенттің қолында мүмкіндік бар ғой халықты өзгертетін. Мысалы, маған айтса бір күн президент әкімшілігіне шақырып, Нұрлан, сен күшті сабақ өтіп жатыр екенсің. Бізде бір 2 миллион адамды давай тестер өтіп көрейік, квантовый скачок оқытайық десе, Қазақстанды өзгертіп жіберер едім мысалы. Мен күшті сабақ жасайтын едім бар. 100.000 сабақтан тұратын деңгейлерге бөліп кәдімгідей. Оқулық ретінде кіргізіп жіберу керек қой квантовый скачокты ше мектептің программасына. Соны жұмыстанайық соған. Жарай ма? Айтыңыздар, президентті көріп жатсаңыздар. Президент әкімшілігіндегі жігіттерді көріп жатсаңыздар. Құдай біледі, білмейміз ғой. Тығыл ой көріп отқан болуы мүмкін. Қарап отқан болса, мемлекеттік деңгейде осы квантовый скачокты үйретейік миллиондаған адамға. Бюджеттен ақша бөліңдер, жағдай жасаңдар деп талап өтіп жатсаңдар, тендер жариялаңдар деп Құдай сақтасын. Жалпы солай. Негізі қанша қалжыңдассақ та, негізі мемлекеттік деңгейде осы нәрселер үйретілу керек деп ойлаймын. Қалай өмір сүруді біздің балалар білмейді. Адамдармен қалай амандасу керек, қалай сөйлесу керек, қай сұраққа қалай жауап беру керек. Қазіргі балалар бір ынжық па, қашып жүреді ғой адамдардан ше бір түрлі. Сосын балалардан руың қандай, әкең аты кім деген тупой сұрақтар қоя бермеу керек. Кімнің баласысың, мамаң жақсы ма, папаң жақсы ма деген жағдай манипуляционный советский сұрақтарды қоймау керек. Баламен дұрыстап сөйлесуді білмейді үлкендер мысалы. Логиканы қалай қолдануды білмейміз. Миды осы жасымыз 40-50-ге келгенше мотивация деген не екенін білмейміз. Мидың қалай жұмыс істейтінін білмейміз. Ақшамен қалай қарым-қатынас орнату керек екенін білмейміз. Қаржылық сауат жоқ, аналитика жоқ, критический мышление жоқ, логика жоқ. Ешкім шахмат ойнай алмайды Қазақстанда, көбі шахмат ойнай алмайды. Шахмат ойнай алатындар бар ма? Алматыда болса ойнайды, давайте. Шахмат ойнап тұру керек. Шахмат ойнап үйретіңіздер балаларға. Кеше бір видео салып қойды тиктокта, өсек төсек деген бір парақша бар. Сондай парақшалар шығады алдынан, Құдай өзі кешірсін. Сол өсек төсек деген парақшада Динара Сәдуақасова мен Жансая Әбдімәлік біреуі кімнің баласына тиіпті анау Динара Сәдуақасова деп. Өсек айта отырайық кішкене өзіміз дей ме? Сабақ бітті ғой. Сабақ бітті. Сол Динара Сәдуақасова Болат Өтемұраттың баласына күйеуге шықты. Миллиардерге. Шахмат ойнаған үшін просто.
Жансай Абдумаликте да бір үлкен бір мұнай ма газға қатысты бір компанияның председатель правлениесі мықты бір бай жігіт. Кім дейді? Сол Дариға Назарбаевтардың ар жақ бер жағындағы бір кісілердің құдалары ма, сол бір жағдай Көлбаевтармен араласатын бір кісі баласы үйленіпті Жансай Абдумаликке. Сол астында қыздардың бәрі жазып қойды, бәріміз шахмат үйренеміз ба, не болып кетті деп. Мынау деген негізі шахматный кружоктың немесе шахмат үйрететін жаңағыдай ненің курстың жарнамасы ғой дейді да, түсінген адамға. Негізі ол просто өзек ретінде жазған ғой. Шахмат ойнайық ағайындар. Шахмат ойнайтын адамдарды жақсы көремін. Шахмат деген ол мидың гимнастикасы деп айтқан. Или математиканы айтқан. Математика, шахмат дегенде сол мидың гимнастикасы. Яғни миға да тренировка керек, фитнес керек. Ол шахмат. Дұрыс айтасыз, мектепте түк үйренген жоқпыз. Сол ата-анамен қалай қарым-қатынас жасау, үлкенмен қалай қарым-қатынас жасау, қалай ақшамен ұстау, қалай жұмсау, қалай сату, қалай маркетинг жасап, қалай видеоға түсу, қалай сөйлеп үйрену жұрттың алдында деген сияқты барлық сондай маңызды заттарды үйрету керек. Шахмат ойнап үйрету керек мектепте. Домбыра тартып үйрену керек. Домбыра тарта алмаймыз осы жасқа дейін, қазақ болсақ та ұят мысалы. Қолымыз келмейді былай. Үйренемін десем үйреніп аламын ғой, соған бір энергия жетпей жүр ғой, көрдіңіз ғой. Шашка ойнайсың ба, кім ойнайтын кім бар дейді. Шашка деген ол братчикелердің ойнайтын ойындары ғой ана мектептегі. 3-4 жаста басына трang етті, шалпан алып отырып. Ұтылса, пах ет, басына бір тах ет, ұрып ойнайтын ойын ол. Ондайды ойнамай қойыңдар. Шахмат ойнап үйретіңіз енді, сізге барайық дейді. Жоқ, шахмат ойнап үйрететін дейді. Тренер емеспін шахматта. Иә, оның барлығы айтылады, бірақ дәл осылай жүйелі айтылмаған ғой дейді. Соны жүйелі кітап қылып ана Тоқаевтың қолына ұстатайық, кемел адамды ұстатқан сияқты. Квантовый адам деген. Әлемнің ұстазы болыңыз, Алла разы болсын. Әумин. Солай болса керемет болар еді ғой, немелеріміз мектептен миллионер болып шығатын. Бұл сабақ түгегеннен кейін жоқ болмай және басқа сабақ берің дейді. Басқа сабақ платный болады ағайындар, енді тегін палау жеп жүре бермейсіздер ғой пожизненно. Бұл акция ғой, қайырымдылық акциясы. Бұл рекламный акция. Бұның бәрі реклама, бұның бәрі маған реклама, бұның бәрі квантовый скачоктың жұмыс істейтініне реклама, түсінген адамға. Бұның барлығы прогрев дей ма? Бұның барлығы пранк деп қойып кетсең де. Бұның барлығы пранк. Сендерге розыгрыш жасадым деп. Бұның барлығы сол өзімді эксперт екенімді көрсетудің амалы, былайша айтқанда. Елге пайдамыз тиіп жатыр, жұмыс істеп жатырмыз деген жұмысымызды көрсету, білімімізді көрсету, деңгейімізді көрсету, былайша айтқанда. Ары қарай төлеп оқыңыздар, бізде де бала шаға бар дегендей, арман мақсат бар дегендей. Сіздер төлемесеңіздер біз дамымаймыз. Мені жақсы көресіздер ма, мен әңгіме ұнай ма, төлеп оқыңыздар. Ашығы әңгіменің ашығы тоқетері осы. Ертең Құдай қаласа тренинг сағат 1:30-дан кешке 7-ге дейін сұмдық квантовый скачок тренинг болады Алматы қаласында. Келіңіздер. 50 орын бар еді, соның 30-ы қазір уже занят, 20 орын бар. Мына кітапты 10 000 теңгеден алған адамдардың барлығына сол тренингке шақырамын. Қызылордадан келесіз ба, Африкадан келесіз ба, Шымкенттен келесіз ба, Чикагодан келесіз ба, Тараздан келесіз ба, Торонтодан келесіз ба, Коста-Рикадан келесіз ба, Қостанайдан келесіз ба, Астанадан келесіз ба деген сияқты любой қаладан келуге болады. Шығын шығарып кірістік күту. Менің ұстазым Нұрлан Жанай сол үйретті бәрін деп айтып жүрем дей ма? Инсайт көп алдым, сабақты қайта тыңдау керек. Сосын таныстарыңызға, кемі 10, 20, 100 таныстарыңызға жіберіңіздер. Мен парақшама тіркелсін, қарасын, сабақтардың бәрі сақтаулы тұр. Өшіріп тастаған жоқпын. Басында өшірем деп кішкене қорқыттым. Жақсылап таңертең ерте тұрсын деп. Бірақ сол өшірмейтін білгеннен кейін көрдіңіздер ғой, адамдар азайып кетті. Палауды қазір таңертең 6-тан 8-ге дейін таратамын десем, бәрі азында таңертең тұрып келеді палауға. Палау сақталады, любой уақытта келіп жей беріңдер десем, адамдар ұйықтап жата береді. Палау бітпейді ғой бәрібір. Любой уақытта барып алсамыз ғой деген сияқты. Ана гостиницаларда бір қалаға гостиница барасың ғой командировкамен. Сол кезде таңғы ас 10-ға дейін деген жақсы бір шектеу бар. 7-ден 10-ға дейін дейді. Сен 11-ге дейін сасып жатпайсың да 9-да тұрасың, ең кеш тұрғанда. Түнімен қанша қоласаң да таңертең 9-да отырасың деп бітіп отырасың. Деп. Фуршетті алып жүресің дейді. Сөйтіп жүріп жұмыс істейсің. Сондықтан палау. Сосын қайталап сабақты қарағандан былай живой қараған басқаша, иә? Байқайсыздар ма? Энергетикасы басқаша, дұрыс па? Кітап бар, иә. Мына нөмірін жазып қоямын, осы нөмірге 10 000 теңгеден жіберіп, ертең группа директке или осы нөмірге чектеріңізді жіберіңіздер. Сіздерді қосатын. Группаға кірген кезде айтам қандай адресте болатын. Пока айта алмаймын, иә? Группада айтылады. Конфиденциально. Квантовый скачок туралы айтып жүрген кезде бір
Живой көргеннің артықшылығы сол ағайындар. Живой көрген басқаша. Айттым ғой басында, футболды стадиондан қараған бөлек, тікелей эфирден қараған бөлек, жалғыз өзің соткіден қараған бөлек. Қайталап көрсең вообще эмоция болмайды, тез өткізіп жібергің келіп тұрады. Кітапқа осы номерге төлеңіздер, міне прикрепить етіп қойдым. Осыған төлеңіздер қазір ақшаларыңыз, сосын тренингке келіңіздер. Ертең тірідей Нұрлан Мырзаны көремейді. Живой легенданы көресіздер ғой. Ходящий квантовский мертвецы деп айтайын деп отырмын. Ходящий квантовый скачокта живая легенданы көресіздер. Энергия менді көресіздер дейді ба. Супермен деген бар, қазіргі заманда супермен жеңетін энергиямен деген бар. Сол энергиямен мен балам деп өзіміз мақтап қояйық. Жарай ма? Қолымды ұстап көрулеріңізге болады. Тірі адам ба мынау деп. Тірі қолымды ұстап дейді, мойнынан қысып тұрып фотоға түссеңдер болады. Басты былай болып. Былай фотоға түсеміз, басты былай. Мен басын былай ұстап тұрамын, сен былай ұстап тұрасың, екеуміз былай фотоға түсеміз, қолымызда кітап, сертификат, короче. Күшті, мен өмірде өте красавчик сондай. Жанға жылулық сыйлайтын сондай. Мамыражай, мінезді деп қояды дейма. Сондай жақсы адам. Тренингке ақша төлемейсіздер, кітапты алсаңыздар болды, 10 000 теңге бәрі ғана. Сіздерге мүмкіндік болсын деп атырып қойыңды. Қол ұстау 5 000 теңге, ауызға түкіру 10 000 теңге, балалардың тұсауын кестіру 100 000 теңге, тағы не бар еді? Тойға шақыру 1 000 000 теңге, тойларыңда асабалық ету 2 000 000 теңге, ән шырқап беру 5 000 000 теңге. Біздің прайс-лист осындай ағайын. Біз тек қана квантовый скачок туралы айтпаймыз, тойларда да қызмет етеміз. Қазақтың тойы бітпесін, қазақтың тойы бола берсін, біз байи берейік. Қазақтар кредитке батып той жасай берсін. Ең басты біздің гонорарымызды берсе болды. Ары қарай төлейм ба, шарамыз жоқ дейм. Қазақтың тойы бітпесін деп азабалар шығарамын ғой негізі әншілермен. Басқаларға ешкімге қазақтың тойы бітпесін деген әңгіме қатты. Сол ұранның шығып таралуына мүдделі асабалар мен әншілер. Ренжімеңіздер енді асаба әншілер. Мен айтпақшы, диета тобының жігіттері қарайды, Бақай деген группаның жігіттері қарайды. Ойбай, Нұрлан, Албан деген сияқты адамдар қарайды мен. Ойбай, ойламаңыздар деп. Простой адам деп. Кәдімгі Қазақстанның мен деген шоумендері, мен деген әншілер, сондай звездалар қарайды мен. Так что оңай емес деңгей. Адресті мына номерге түсініп алыңыздаршы, міне жақсылап миды кішкене шумды өшіре тұрыңыздар. Бірінші, мына номерге ақшаны 10 000 теңге төлейсіз. Чекті жіберудің 2 жолы бар. Осы номерге чек жібересіздер, дайректке жібермек қойыңыздар. Дайрект деген білмейді екен ақысы көп адам. Осы номерге жазып жібересіз, міне төледім деп 10 000 теңге. Ол кісі сізді не істейді? Группаға қосады. Сол группада көппен бірге қатты мақтанып кетпедіңіз ба дейді. Құдайға шүкір мақтанамыз. Мақтанатындай әңгімеміз бар. Құдайға шүкір мақтанатын жерде 5 күннен бері шыдап отырдық дейді. 5 күннен бері оңай болған жоқ, ішімізге жұтып отырдық осы әңгімелердің бәрін. 6 күн болғаннан кейін өзіміз ғой деп айтып жатырмыз. Оны бір жаман менмендік деп, тәкаппарлық деп ойламаса, қалжыңмен не қылып жатырық қой. Әзіл қалжыңымыз жарасып, жастар болып отыра берейік ағайын. Өмірді қиындатпайық. Астанада білмеймін, Астанаға деген қалаға онша қатты. Тренинг ертең болады 1:30-нан кешке 7-ге дейін. Ол тренинг қашан болады, қалай болатынын мына телефонға 10 000 теңге төлесеңіз ғана білесіз. 10 000 теңге төлемесеңіз білмейсіз ондай информацияны. Түсіндіңіздер ме? Квантовый скачок туралы мына сабақта өткен әңгімелер 50% болады. Тағы 50% қосымша проработка болады, медитация болады, мотивация болады. Өте көп заттар болады. Енді аяқ астынан тез жасап жатырмыз енді. Күшті болады негізі сонда да. Живой басқаша болады. Түсіндіңіздер ме? Соған келіңіздер. Міне мына номерге жазыңыздар. Таразға білмеймін енді. Басқа қалаларға да бару керек шығар. Квантовый скачокқа қатысайық ағайын, квантовый скачок. Осы телефонға 10 000 теңге жібересіз чекпен бірге. Сөйтіп ол айтады. Группаға қосады, сол группада бүкіл адрес тіркелу керек ол группаға. Группаға кіресіз, сол группаға кіргеннен сіз тіркейді. Аудитория көп болса Астанаға барам, құдай қаласа, жарай ма? Астанаға барам.
Сосын наставничество деген нәрсе бар. Менімен тек қана осы сабақтар егер ұнап, менімен жұмыс істеп, мен дамиын, үлкен ақша тапқым келеді десеңіздер, топтық коучинг деген бар. 20 адам алайын деп жатырмын. Бір 7 орын уже бос емес, 7 адам алып қойды, 10-шы орын қалды. Бір апта алдын жеке жұмыс істейміз. Сосын екінші аптадан бастап топпен коучинг, 2 айлық коучинг болады. Квантовый скачок арқылы өзіңіздің бағаңызды көтеріп, короче, 1 миллионнан 5 миллионға дейін табуды үйретемін 2 айда. Ол топтық коучингтің бағасы скидкамен 1 миллион теңге тұрады. Соған жазылсаңыздар болады, 1 миллион теңге. Сосын мынау қате болып кетті ғой, мынау қате болып кетті. Сонсын топтық коучинг 1 миллион тұрады скидкамен, енді 2 миллион, 3 миллион деп бағасы сондай негізі, бірақ соны сіздер қол жетімді болсын деп 1 миллион қылып қойдым. Одан төмен болса мен энергиямды ақтамайды шыны керек. 2 ай өте көп энергия жұмсаймын, өте үлкен нәтижеге қол жеткіземін, сондықтан оның бағасы қатты, одан арзан болмайды. 300 мың, 500 мың болмайды ол. 1 миллион тұрады топтық коучинг. Егер жоқ, мен топтық коучингке шынбеймін, көппен 20 адамның бірі болып жүргім келмейді, жеке ресторанда тамақ ішкім келеді, жеке отырып сұрақ қоюға бола ма, жеке отырып жұмыс істесек десеңіздер, ол 5 миллион тұрады. Қалжың ғой, қалжың деп отырмын. Жеке наставничество, личный менторство, жеке наставничество 2 ай жұмыс істейміз, 5 миллион тұрады. 5 миллионда мен 5-10 миллион табуды үйретемін. Гарантия беремін. Егер менің тапсырмаларым 100% орындап жүрсеңіздер, гарантированный өз ақшаңыз шығарып аласыз минимум, 2 есе плюске шығасыз. Негізі 10 миллионға спокойно. 5 миллион төлеген адам спокойно 10 миллионға шығады. Просто миғы ол барьерындай бір белгілі бір барьер. Сол барьерден өтсеңіз, сабақтарға қатысқанмын, бірақ бұндай әсер алмағам, керемет дейді. Менде қазір поток ашылып кетті. Поток ашылды, мен квантовый поледа жүрген адам, мен көзіме неше түрлі заттар көрінеді деген, заттар, жақсы заттар көрінеді. Андай толқындар, неше түрлі сондай заттар сезем, матрица мынандай. Адами матрица деген болады, адамдардың өзінің матрицасы болады. Сол матрицадан мен сыртқа шығып кеткен адаммын. Былайша айтқанда, мен сөйлеп отқан әңгімелердің көбісі білім, біріншіден жинаған тәжірибе, кейбір нәрселер өз аузыма шыға береді, былайша айтқанда. Құдай сондай қасиет берген, человеческий матрицадан шығып кеткен нәрсе мен. Мен себебіне тән мен миға салмаймын көп нәрсені, уақытқа салмаймын. Кейбір нәрселерді бүйтіп отпускать етемін, кейбір нәрселерді қабылдаймын. Кішкене сондай бір қасиеті бар адамбыз ғой. Енді байқап отқан шығарсыздар, 5-6 күннен просто так шабыттанып, энергиямен бұндай әңгімені беріліп айту үшін да кішкене бір басқаша адам болу керек. Сол сіздердің шабыттанып, бақытты болып, жаңа деңгейге шығып жатқан сол энергияның арқасы. Дәл осы презентацияларды алып біреу сабақ өтетін болса, бұндай энергетика болмайды. Себебі ол жерде мен жоқпын ғой дегендей. Жүріңіз біздің үйге барып телевизор көрейік десе, телевизор өзім үйімде де бар. Мен ертең жұмыс кетуім керек десе, ол жерде мен жоқпын ғой дейтін бір еркелейтін бір әйел мен еркек бар ғой қазақтың киносында, сол сияқты. Ол жерде мен жоқпын ғой. Мына әңгімелерді любой адам айтуы мүмкін, ақшаға да айтып жатыр, тегінде айтып қалуы мүмкін мен бастағаннан кейін. Мен просто басқа квантовый скачок туралы әңгіме айтып жүрген адамдардың деңгейін көтергім келеді. Сол үшін мен қатты изучать етіп үйреніп жүрген, бірақ олар сияқты сатып жүргенмеген маман болсам да, мен өзімнің деңгейімді көрсеттім. Енді олар мені изучать етеді, Құдай қаласа, сосын контентін, программасын күшейтеді. Аңқау елге арамзама молда болуды қояды басқа эксперттер. Түсінеді. Оказывается, біз құлақтан жебе беретін халық жоқ, халық сауатты. Мен сіздердің көздеріңізді аштым деп айт. Енді көздеріңізді аштым дегенде қалай? Көздеріңізді аштым, я. Квантовый скачок туралы білімдеріңізді көтеру арқылы көздеріңізді аштым. Енді біреу квантовый скачок туралы айтып жатса, сіздер бір ойбай деп ақшаларыңды алып жүгіре бермейсіздер, кішкене сұрайсыздар. Программасы қандай, не айтылады, қалай айтылады. Сосын сабақта уже мына сабақпен басқа платный сабаққа барып қойғансың. Арзан платный сабақтар бар негізі. 100 мың, 200 мыңнан адамдар бар. Аттарын айтып беріп қойын. Сол кісілерге барсаңыз да болады. Мықты кісілер негізі. Жаным бауырым 5 миллион болса бұл жерде. Енді ол бір жерде болса 5 миллион қатыспас едім деп бүйтіп мені құнсыздандырмаңыздар біріншіден, құрметті ағайындар. Екіншіден өйтіп өзіңізді төмендетпеңіздер. Зачем? Үйтпес едім, сөйтпес едім. 5 миллион сіз маған қатысамын десеңіз, 5 миллион мен қатысам, жеке наставничествоға жазыламын десеңіздер, Құдай ақша береді. Ойбай, Құдай ақша береді деген қалай? Пространство ақша береді.
кеңістік ақша береді. Бірінші сізге ақша түседі, сосын сіз жеке наставничествоға жазылмайсыз. Бірінші қатысамын, жазыламын деп ниет етесіз, жазасыз қағазға, шешім қабылдайсыз, ол ақша өз пространство жібереді, мүмкіндіктер ашылады. Сіздер үлкен осындай арман қоймай, өздерің ниеттенбей, өздерің шешім қабылдамай, ол нәрсе болмайды. Түсіндіңіздер ма? Менде болса қатысам, бірінші болсын, бірінші болмайды, бірінші қатысасын, сосын болады. Наоборот та. Менде ақша болса кітап алып оқыр едім, менде артық ақша болса жақсы киінер едім, менде артық ақша болса фитнес залға барып спортпен айналысар едім, менде ақша болса жаңа кішкене не дейді, менде ақша болса бүйтер едім, сөйтер едім. Сенде ақша болмайды, потому что сен бірінші условия қойып тұрсың да, болса емес. Мен қатсам, сонда менде ақша келеді өзі деп. Не болу керек та, миды дұрыс настрой жасау керек. Әркімнің өзінің басқа квантовый скачок туралы айтып жүрген адамдарда мықты, бәрін мойындаймын. Мен оларды құнсыздандырмаймын, олар күшті, олар бекерден бекер сатып атқан жоқ. Мен бір-екеуін көргем, алып қарағам деген сияқты. Бірақ олардың айтып атқан әңгімелерін менікі мүлдем басқа, мен оларды айтпауға тырысамын, себебі содан алған сияқты болып қалғым келмейді. Мен өзімнің жиған терген білімімді айтамын. Вот міне Назгүл сияқты жеке наставничество жазылған 5 миллион алам бұйырса дейді. Нұрлан мырза, ассалаумағалейкум, айтып жатқаныңыз керемет, егіз жұмысыңызға сәттілік. Рахмет, Алла разы болсын. Сондықтан бірінші, мысалы, жақсы өмір сүремін деп, жақсы фитнес залға барам деп, мысалы, үй алғың келеді да, 40 миллионға, 50 миллионға. Ақша болса 40 миллионға үй алам емес, сен просто ана үйге бар, атмосферасын сезін, айдал продажымен сөйлес, кіріп көр, видеоға түсір, фотоға түсір, жүр сөйтіп бір-екі рет барып, сезін, визуализация жаса. Сонда 40 миллион өз-өзінен келеді бір жақтан. Сондай сделка жасайсың. Келеді дегенде аспаннан Құдай бүйтіп лақтырмайды ғой, енді бұл понятно, ондай бір қатты сказка емес та бұл нәрсе. Просто Құдай возможностьтарды ашады, сондай адамдар келе бастайды. Сондықтан өздеріңізді шектемеңіздер. Неке наставничествоға жазылу үшін не істеу керек? Жазыл, хабарлас, сұра, мынандай проблема бар, осыны шеше аламын ба? Менен консультация, тегін консультация алыңыздар, пожалуйста. Кім квантовый скачок жасағысы келеді, 5 миллион, 10 миллион айына жасағысы келеді, маған хабарласыңыздар да. Хабарласқанда саламатсыз деп отыра бермеңіздер, ырбиып жаңағыдай. Саламатсыз деп жазыңыздар. Саламатсыз дегенге жауап жазып үлгермей, потому что непонятно, саламатсыз деп отырмаймын ғой. Амандаспай та қойыңыздар. Осылай Нұрлан мырза, менде осындай задача тұр. Мынандай қазір бизнесім бар. Осы былай тоқтап қалды, немесе мынандай 1 миллион, 2 миллион аса алмай жатырмын. Дальше не істеу керек? 5 миллион, 10 миллионға шыға аламыз ба? Немесе осы нәрсені тек қана ақшамен, запроспен емес, күйеумен қарым қатынас, енемен қарым қатынас дегендерді шешіп береміз ғой. Бірақ ол 5 миллиондық шешетін проблема емес та, оны 5-10 мың теңгемен психологтар шешіп береді. Көмектеседі, шешіп бермейді ғой. Сондықтан ақша вопрос салам. Мысалы, франшиза дамытқыңыз келуі мүмкін, филиалдар ашқыңыз келеді, командаңызда 1000 адам жұмыс істеген қалайсыз, 100 адам жұмыс істеген қалайсыз, рилс танымал болғыңыз келеді, рилстарыңыз миллиондаған адам қараған қалайсыздар, хит болғыларыңыз келеді, звезда болғыларыңыз келеді, тағы кім болғыларыңыз келеді. Сондай бір нелеріңіз болса, кәсіппен айналыспаған адамдарда қатыса ала ма, не үйрене аламын шет жағасын айтсаңызшы дейді. Жекеге жазыңыз енді. Не үйренгенде мынандай, мен мына программа бұл деп айтатын зат жоқ. Әркімге жеке программа жасалады. Тендерщиктерге наставничество жасайсыз ба? Ойбай, жасаймын ғой, тендерщиктерді жақсы көремін ғой. Нұрлан мырза, мен сатып аламын, орныма балам жіберсем бола ма, өзім басқа жақта едім дейді. Конечно, болады. Балам. Негізі, құрметті, осы жерде біраз адамдар отыр ғой. 16 жастан бастап 22-21 жасқа дейін балдарыңыз, қыздарыңыз болса, маған беріңіздер. Мен күшті ұстаз боламын, балдармен жақсы жұмыс істеймін негізі. Балдарыңызды адам қылып шығарамын. Балдарыңызды 2 ай оқытамын наставничествода, фундаментін қалаймын, ары қарай 1 жылға дейін қадағалап отырамын. Сол 5 миллионға балаларыңыз болса. Кішкентай бала болған үшін ақ соны 1 жылға дейін қадағалап отырамын. Балдарыңыз қуып кетпеу үшін, переходной возрастта лағып кетпеу үшін сондай темаға ақша салған дұрыс негізі. Міне жеке наставничество жазылам, 50 миллион алам дейді. Делегирование жасау дейді. Делегирование жасау, команда құру, коммуникация, маркетинг, менеджмент, франшиза сату, үлкен филиалдар ашу. Бизнестің бүкіл сатысынан өткен адам ғой мен, кәдімгідей бизнес трабл-шутермін ғой мен. Бизнеске қатысты инвестиция керек па, шетелдің нарыққа шығу керек па, шетелдегі бизнес Қазақстанға алып келу керек па, зауыт құру керек па, фабрика құру керек па, білмеймін. Тағы қандай бизнес бар? Строительный компаниямен айналысасыз ба, тауық
птица фабрикаңыз бар ма, алма өсіресіз ба, любой теманы сатуға болады. Любой темаға көмектесе аламын, құдайға шүкір. Білім жетеді. Мұнайды қазатын болсаңыздар да, мұнайды сатуға, ары қарай игеруге көмектесе аламын. Мен істемейтін сала наркота, адам саудасы, жезөкшелік, казино, онлайн казино, ставка деген темаларға мен көп шақырады, мен бармаймын. Маған почти біраз онлайн ставка казиномен айналысатын, ана 50 миллионға дейін ұсынған, айына 50 миллион. Мен принципім бар адам ретінде, мен ертең балам өсіп келе жатыр, қызым өсіп келе жатыр. Әкең сен онлайн казиноны ставканы жарнамалайтын деген атқа қалым келмейді. Ақшасы құрсын дедім да, адал жолмен табайын деп, арақ, шарап жарнамаламаймын, наркота жарнамаламаймын, адамдар жезөкшелікпен айналыспаймын, адамдарды шетелге сатпаймын, заңсыз. Заңды жұмыс істеймін және адал жұмыс істеймін. Өзім принциптерім бар, жарай ма? Сондай тема болмаса болды. Әйтпесе 50 миллион, 100 миллион отказ жасаған кездер болды, өте үлкен ақшалар ұсынған адамдар болды. Сосын саяси темаларға кірмеймін. Біреу жамандау, біреуге атака жасау. Кезінде тоже ұсынған ба. Мұхтар Әблязов жаманда, саған нормальный ақша төлейміз, команда құр, соған жамандап отыру керек, тұрақты түрде. Нормальный ақша төлейміз дейді. Жоқ. Мұхтар Әблязовты маман ретінде, адам ретінде кішкене ұнамайды кейбір жерлер, бірақ маман ретінде, эксперт ретінде, банкир ретінде, кәсіпкер ретінде мен ол кісіні мойындаймын. Сосын оның кейбір айтып жатқан заттарымен келісемін мен. Біздің билікке қатысты. Сондықтан мен айттым, жоқ, извините, ақшаларың керек емес. Сен танымал боласың, атақты боласың, болашақпен оқуға жібереміз деп кәдімгі ұсынған. Принцип бар менде, короче, кішкене. Ақша деп любой нәрсеге кіре бермеймін. Ақша болмаса ыңғайсызданасың ғой, бірдеңе артық сұрауға. Ыңғайсызданбаңыз, сіз ақшам бар деп ойласаңыз, ақшам бар деп сұрай беріңіз. Менде ақшаңыз бар деп сізге түсіндіре берейін. Менің сенімім бар, сіздің сеніміңіз бар, екеуміз бірігіп келетін шығар ақша. Ниет қой, ниет. Екі нәрсені бірге алып жүру деген кішкене қиындау. В общем, братан, өзім таппай жүрмін ғой, сол немен айналсам. Енді өзім таппай жүрмін деген нәрседе де бір адам тапқан шығар сен кезінде бірдеңе. Соны сұраймыз, историясын қазбалаймыз. Қасыма жолдасым әріптесімді ертіп келейін деген. Мен 3 адаммен жұмыс істеп жүрмеймін, жеке жұмыс істесем. Қызым сізден тамаша білім алды. Әумин. Ха, білейін, мына әңгімеде точка кетті дейді. Нұрлан мырза тендермен сауданы, яғни баланы оқыту үшін қанша төлеу керек дейді. Жеке жұмыс істесе сол 5 миллион, групповой жұмыс істесек 1 миллион ғой сол. Мә таң атпай 295 адам отыр ма дейді. Әкем су заводы бар, соны жүргізу керек, су шығарып еді, сатылмады дейді. Істейік, бірігіп істейік, көрейік, ақылдасайық. Бүгін мысалы бір қарындасымызбен кездесейін деп жатырмын. Үлкен инвестиция керек дейді, 1 миллион доллар IT проектке. Сол IT проектке 1 миллион теңге инвестициямен тартып бере аламын. 1 миллион теңге деп, 1 миллион доллар. 1 миллион доллар инвестиция тартуға көмектесе аламын, қолдан келеді. Мен инвесторлардың тізімі бар, қалай сөйлесу керек екенін білемін деген сияқты. Сондықтан консультация алыңыздар, кім 5 миллион, 10 миллион жасағысы келеді, маған қазір жазыңыздар, созбаңыздар, ұмытып кетесіздер. Менде де желанием қайтып кетеді, сіздердің де тез жазып тастаңыздар директке. Мына нөмірге ақша төлесеңіздер, онлайнда қосуға тырысамыз. Онлайн қарайсыздар егер басқа қалада болсаңыздар. Сондықтан кітап басқа қалаға почтамен салып жүреміз кітапты. Еще сертификат салып жүреміз егер қатыссаңыздар сабаққа. Мә күшті да, сертификат аласың, кітап аласың, білім аласың 5-6 сағат. Менің қолымды ұстайсың, ауыздарыңа түкіріп беремін балаларың болса. Төреғали сияқты, Құдай сақтасын. Ешкім аузына түкірмеппін әлі оны. Живой фотоға түсеміз, басымызды түйістіріп тұрып. Сондықтан күшті еді. Жалпы өмір ғажап, керемет. Қиындатпаңыздар. Ана өмір сүруге желанием жоқ, жұмыс істеуге желанием жоқ деген порожняк әңгіме айтпаңыздар. Квантовый әлем ондай жақтырмайды онша, жарай ма? Квантовый пространствода ондай порожняк әңгімелер жүрмек. Менікі проект емес, массаж хижама, иглотерапия, кабинет ашқан оқып. Мен хижама мен массаж темасында 2-3 экспертті 5 миллион, 10 миллионға шығарған, менде опыт бар. Оңай ол тема. Массаж хижама деген кайф қой, Қазақстанда оңай не алады. Онлайн болса мен қатысам дейді. Онлайн қатысуға да болады. Мына нөмір міне. 708 111 6094. Не закрепить етіп қойыппын. Соған төлейсіздер, онлайн қатысасыздар. 10 мың теңге төлейсіздер. 10 мың теңгеге кітап беріп жатырмын, тренинг беріп жатырмын, мен жанын беріп жатырмын қой, бәрін беріп жатыр, айналайын. 10 мың теңгеге не болайын деп жатыр, қайғылада нешеде дейді. Шынайы адамсыз, маскасыз, керемет дейді. Қалай бар, солай сөйлеймін, ренжімеңіздер. Кеше біреу айтады, не дейді?
ұрысып сөйлейді екенсіз бірдеңе дейді. Мен өмір бойы осылай сөйлеймін. Енді эфирде эмоцияңды энергияны көрсетпесең халыққа мен бүйтіп жатсам, құрметті қазақ елі, квантовый скачок сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабақта қозғалатын мәселелер деп отырсам, ұйықтайсыздар ғой, құрсын телевизор Қазақстан ұлттық арнасы қосылып кетті ма деп ұйықтайсыздар деп. Осындай әңгіме тыңдағыларың келсе, любой Қазақстан ұлттық арнасының или хабарды қоссаңыздар, осылай 4-5 адам костюм шалбар киіп алып, столдың басында отырып алып әңгімені жүріп отырады ғой. Ешкім қарамайды оны, көрдіңіздер ме? Мынандай живой әңгімелерді қарайды. Деген драйв керек ана. Давай. Ертең бір сабақ, соңғы сабақ өтеміз, сонымен салам алейкум қоштасамыз. Бір екі апта мені сағынып жүресіздер, сосын тағы бірдеңе ойластырамыз. Тез наставничествоға жазылып, жаңа деңгейге шығайық. Топтық коучингке 13 орын бар. 13 орын бар. 3 орын, 2 орын деп алдап жатқан жоқпын. 13 орын бар. Ждейді Құдайға шүкір. 1 орын қалды, 2 орын қалды деп құлақтан теппей қояйын. По факту айтайын, 13 орын бар. Сабақ қайда дейді. Тойға кіріп тұрып, той қайда деген сияқты ғой, той болып жатыр, адамдар тамақты жеп жатыр, ұрып жатыр, первый, второй, третий ұрып жатыр. Ар жақта асаба сөйлеп жатыр, ойын ойнап жатыр, шар жарып бір-бірін жаңағыдай артынан итеріп қолап жатыр. Бір кісі келеді, той қайда? Той ана көшенің ар жағында өтсеңіз, сол жақтан тойды тауып аласыз деген сияқты. Қаралбастанға кітап жіберу қиын екен, өткенде жібереміз деп 20 мыңға ашып, 30 мыңға бір адам кітап сатып алды. Ең қымбат кітап болған шығар, сол 30 мың теңгелік. Қаралбастан тарихында, Қазақстан тарихында 30 мың теңгелік кітап алған кісі, енді білмеймін. Ана кітапты енді әрбірін оқыған кезде бүйтіп 30 мың теңгені шығарып алу үшін оқитын шығар, енді ол Қаралбастанның ақшасымен 600 мың сум ол. И так әрбір бетін 5 реттен оқып кәдімгі 30 мың теңге деген оңай емес қой. 30 мың теңге кітап аласың дейді, 30 мың теңгеге түсті сол. 7,5 мың теңге төлеттік, ол кезде скидка болған. 7,5 мың теңге шықты, бағасы кітаптың 23 мың теңге сол жаңа. Pony Express па бірдеңе 23 мың теңге алды ғой, ойлаңыздар. 23 мың теңгеге доставка жасадық. 30 мың теңгеге кітап алам десеңіздер, Қаралбастанға барып тұрыңыздар. Сосын маған заказ беріңіз. 30 мың теңгеге кітап жіберіп беремін. Сетевиктермен жандарым жұмыс істеймін, бірақ қандай компания соған байланысты. Мен өзім сенуім керек ол компанияға. Онда болды, консультация керек болса 5-10 миллион жасаймын десеңіздер, мен 5-10 миллион жасағым келеді деп қоймай жаңағы. По факту кімсіз, қайдан шықтың, не істеп жүрсің, қандай запростар бар, қандай проблема бар, бәрін толық жазып жіберсеңіздер, мен мүмкіндік болса аудиомен түсіндіріп жіберемін, текстпен, болмаса звондаймын, телефон номерлерін жазыңыздар. Жарай ма? Топтық коучингте қалып қоймаңыздар, 1 миллион табыңыздар, бірдеңе қылып бір 10 адамға 100 мың теңгеде бірдеңе сатсаңыздар, 1 миллион шығады. Бүгін 6-шы сабақ, құрметті достар, осымен ертең 7-ші сабақ, сонымен тренингқа келіңіздер. Онлайн жасаймыз, басқа қаладағылар онлайн соткамен қарайсыздар, тікелей эфирден. Мына нөмірге кітап жіберемін, сертификат жіберемін, еще тренингке қатысасыздар 5 сағат. Алматыда қаласына келем дегендер, осы нөмірге 10 мың теңге жібересіздер де Алматыға келетін группаға қосады сіздерді. Мен қазір сіздер пока өздерің сөйлесіп жаза беріңіздер, мен қазір бір жерге барып келейін. Ана нөмірге ақша жібересіздер 10 мың теңге, сосын жазасыздар. Мен қазір туалетке барып келейін.
Мен келдім ғой деймін. Ал айта беріңіздер әңгімелеймін ағайындар. Қызылордада қайталаймыз 4-5 рет қайталап көріп алайық. Күнде таңертең тұрып түсініп қарап алайын дейді. Стамбулдаймын әйтпесе барамын. Онлайн қарасаңшы Стамбулдан. Айтты ғой 1-30 бен 19-ға дейін деп дейді. Орта құрамыз анау мынау деген қойыңдар. Ортаның бәрін осы жерде құрыңдар. Сабақ жексен болады, 10 мың теңге кітап алған соң группаға қосады. Адресті уақытты айтады. Дұрыс. Ертең жексенбі 20 тамыз болады. Мәдениет сарайы деп өлтірдіңіз ғой дейді. Алматыда түсінгемізше дейді. Ертең қай уақытта дейді. Мен қазір мәдениет сарайына кіріп шығайын, сендер шуылдамай отырыңдар дейді. Ноябрь 4-тен тренинг болады ма Алматыда дейді. Ноябрьдің 4-11 дегенді қайдан таптыңдар ойыма? Сұрақ қойғанда сізге аудио жіберсек бола ма? Жоқ, тек жазу керек. Жазу керек. Аудио тыңдау қиын мен үшін, өте қиын. Бірдің онша емес дауысын, онша емес темпіне ілесе алу қиын. X2 деген 1,5 дегенмен тыңдайтын бұрын. Қазір 2-мен тыңдасам да бітпейді деп тұрады да. Сонда демей текстпен жазсаңыз, текст бір қараймын да, мен көзіммен тез оқимын, мындай сканерлеп оқимын да. Бір қараймын. Аудионы сканерлейтін қабілет жоқ пока что. Аудионы сканерлеуге қиын болады. Ондай қабілет жоқ. Жазсаңыз да бірден тез оқимын 1 секундта. Аудионы біреудің скоростына тәуелді болуым керек, біреудің жылдамдығына. Адрес айтқанда бірінші ақша төлейсіз, сосын келесіз, просто адрес айтып жатырмын. Ертең 1040 адам келіп тұрса, сабақ 10 мың ба, 1 миллион ба дейді. 100 миллион сабақ. Адам құлақтарыңызға не уверен болсаңыздар, қайталап қараңыздар, сабақтарыңыз. Құлаққа кішкене доверие болмаса, мына құлағы естиді, бірақ доверие жоқ та, не естігенін. Тренинг болады 10 мың теңгеден. Тренингке 10 мың теңгеге мына кітапты беремін сіздерге. Мен 40 күндік тренингтен. Осымен жүрмесеңіздер, по-любому адам болмайсыздар енді. Осылай айтайыншы. Осы кітапты 10 мың теңгеге аласың. Кім кітап алады? Соларды мен істеймін, тренингке шақырамын. Не үшін кітап алғандарды шақырамын, кітап алмағандарды шақырмаймын. Потому что сен тренингте айтылатын әңгіменің бәрі осы кітапты толықтырады. Түсіндіңіз бе? Бұл кітапты просто так сата алмаймын мен. Кез келген көшеде біреуге сатсам, оны түсінбейді, бұл кітаптың қадірі кетеді. Сол үшін мен тренинг өткізіп сататын бұндай күшті кітап. Сол 10 мың теңге. Кітап, тренинг, сертификат бәрі 10 мың теңге. Топтық коучинг деген бар. 2 ай бойы 20 адам бәріміз бірге дамимыз. Басында бір апта 2-3 кездесу не болады, жаңағыдай жеке болады. Сосын 20 адаммен кәдімгі команда болып орта құрайық бірдеңе деп жатыр ғой. Ақша таппайтындардың ортасы қанша рет тыраштанғанмен ол жаңағы байтал шауып бәйге алмас демекші. Байтал шауып бәйге алмас емес. Шакалдар қанша шакалдар дегенде келмейді. Қандай мысал бар еді? Қанша ақшасы жоқ адам жиналып дамимын дегенмен дамымайды. Ақша салған жан-жақтан танымайтын адамдар орта құрған кезде күшті болады. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан орта құру деген 1000 рет құрған ортаны. Пайдасы жоқ ертең. Бір апта активный бастады, сосын бір-бірлеріңізбен төбелесіп, құрылысып қалады сонымен. Сондықтан топтық коучинг деген бар, ол 1 миллион теңге. 20 адам 1 миллион теңгеден төлейді, қатысады. Жоқ, мен көппен қатысым келмейді. Маған 19 адамның түрі ұнамайды, 19 адам дауысы ұнамайды. Мен олардың түріне қарап отырғым келмейді. Жеке жұмыс тез ақша жасап тастайықшы, братан, уақыт жоқ дейтін болсаңыз 5 миллион. Ол личный жеке наставничество, тәлімгерлік. Мен жаңа кірген күшті не деген арзан, рахмет дейді. Не деген арзан. Адамдар қымбат деп мына жерде жағдайлар болмай отыр ғой. Күнде таңғы 6-та эфир жасап тұрсаңызшы қанымызға. Ақшасын төлесеңіздер жасай беремін ғой, айналайын-ау, ақшасын төлесеңіздер. Таңда емес, түнде де жасап беремін, таңда да жасап беремін, күнде 3 рет жасап беремін ғой. 3 мезгіл сабақ оқисыздар. 10 миллион төлеп қойсаңыздар, таңнан кешке дейін сөйлей беремін. Ағай, сауда енді бастаған, кеше бір келген 4 сағат алып кетті, скачок болдым деп мәз бәдім дұрыс қоя дейді. Дұрыс, өте дұрыс. Мәз бола беріңіз. Любой бір жақсылық ол квантовый скачок болды. Ертең кешіксеңіз де келіңіз. Ертең Алматыға жете алмайсыз, онлайн қатыса аламыз. Қатыса аласыз, ақшасын төлесеңіз қатысасыз. Мына нөмірге жіберіп қойыңыздар. Стамбулдасыз ба, Париждесіз ба, Италияның астанасы Римдесіз ба, маңызды емес. Интернет бүкіл жерге жетеді. Олай ақша төлеуден қашпаңыздар. Адамдар бітімге бірдеңе қылып айтып, қашудың амалын ойлайды. Жоқ, вариант жоқ, қаша алмайсыздар никак. Былай да былай ұстап ала береміз. Кетіп баратын
жібермейміз, шанс жоқ. Квантовый скачокта кімде нәтижелер болады? Бүгін бір 20 нәтиже шығарып жіберейік. Жазыңыздар, ауыз толтырып тұрып жазыңыздар. Кәдімгідей ақшалы, сондай адамдарға машина алдым, үй алдым, ақша алдым деген нәрселерді көбірек жазыңыздар. Квантовый скачок болып жатыр ма? Реальный болып жатса жазыңыздар. Күнде ерте сізді сабақты көрген ұнап қалды дейді. Енді ұнайды, конечно, тегін өліп талып білу сабақ өтіп жатса кімге ұнамайды? Менікі проект емес, массаж. Хиджама, массаж, анау мынау любойын жасаймыз. Қасыма жолдасым мен әріптесімді ертіп келейін дегенім дейді. Тренингке ертіп келуге болады, ақшасын төлесе болды ғой. 10.000 теңгемен 3 адам келіп тұрмаңыздар, 3.300 болып кетеді ғой. Үшеуін алсаң 10.000 теңге деген жоқ бізде. Үшеуін алсаң 30.000 теңге. Мына Оразал Омар деген мықты екен бар ғой. 50 миллион табам дейді, жеке меншік менторствоға жазылам дейді. Сөзінің өзі чувствует да, кәдімгідей қомпайып қаласың. Балаңызды жіберсеңіз болады. Балаңызды жіберсеңіз болады. Балаңызды yuborsangiz bo'ladi, hammasi yaxshi bo'ladi. Balangizді yubormasangiz da yaxshi bo'ladi. Pul yuborsangiz bo'ldi. Pul bo'lsa bo'ldi, главное. Sen mutlu olsang, ben mutluyum деп түркше сөйлеп қояйық. Сен бақытты болсаң, мен бақыттымын деген. Жаңа бір квантовый скачок көріп қалып едім, соны таппай жатырмын. Көп жазады екенсіздер де, кәдімгідей белсенді екенсіздер ғой. Кайф болып отыр. Сабақты бітіретініне бір қуанып, бір жағынан ертең тренинг болатынына бір қуанып отырмын әйтеуір. Таңертең тұра алғаныма бір қуанып, сабақ өткеніме бір қуанып. Өте алмай қалсаң жаман ғой, халық деген бомбировать ететін шығар мен. Так талайын деп отырған адамдар бар. Кеше күні мен ыржаңдап жақсы болып қалды дейді. Ыржаң етіп жүріңіздерші. Жаңа бір жақсы квантовый скачок туралы біреу жазып еді деп, башым таппай қалдым. Жоқ бұл емес екен. Сол намаздарыңыз түгендеп аласыздар ғой, сол менің сабағыма қатысып. Таңертең ерте тұрасыздар. Таппадым, короче, көп жазып тастап. Квантовый скачок кімде болып жатыр, жазасыздар ғой, дайректке. Комментарийге жазыңыздар. Адамдарға мотивация болсын деп жатқанмын ғой, жұртқа пайдасы тисін. Қуанышты бөліссең көбейеді. Қуанышты бөліссең көбейеді, қайғыны бөліссең азаяды дейді ғой. Нұрлан мырза, мен бүгін рекорд жасап, қаншама километр жүріп қайттым. Красавчик, соны жекеге ұзақ қылып жазып жүрсеңіздерші. Жолдасыңызбен келіңіз, енеңізбен келіңіз, қайнатаңызбен келіңіз, ақшасын төлесеңіздер болды. Көршіңізбен келсеңіздер болады. Сіздің қуанышыңыз маған. Мен сізді тыңдағандан кейін башым күлгім қатып, абыройт анан мойныма бірдемелер шықты, абдан алсыратып дейді. Орытып жатады, бұл табиғи көрініш пе дейді. Табиғи көрініш, байке табиғи көрініш. Ертең таңертең 6-та сабақ өтеміз, сонымен аяқтаймыз. Мен жоқ жерден 2000 теңге таптым, ол жата ма прогресс? Жатады ғой, өткенде мен 1000 теңге таптым, мен соған қуанып жүрмін. Сіз 2000 теңге тапқансыз, менен 2 есе. Инвестицияңыз туралы айтыңызшы дейді. Инвестиция дейсіз ба? Негізі инвестиция қабылдаймыз, қабылда болдық. Егер қатты инвестиция жібергілерің келіп, ақша тапқым келеді, үйде тұрған бос ақша айналсын десеңіздер, 1 миллион теңгеден 10 миллион теңгеге дейін инвестиция саласыздар, 3 айда үстіне 20% қосып қайтарамыз. Жоқ, 3 айдегі 20% аз, одан көп болмай ма десеңіздер, 6 айға 40% деп келсеміз. Договор жасаймыз, заңды түрде болады, маған сенетін шығарсыздар. Сонша уақыттан бері сабақ өтіп жатырмыз. Егер үйде тұрған 1 миллионнан 10 миллионға дейін бос ақша, оны наставничествоға, коучингке қимасаңыз, немесе сенбесеңіз, өзім дұрыс сабақ орындамаймын, одан да тұра берсінші деп тұрсаңыздар, ақшаларыңызды не істеңіздер, маған берсеңіздер болады. Мен оны
электрокарға саламын, стартаптарға саламын. Неше түрлі стартаптар бар, соны просто айта бермейміз да жұртқа. Айта алмайсың кейбір стартаптар. Ата бастағанда айтамыз ғой. Сондықтан 1 миллионнан 10 миллионға дейін ақша болса, көбейтіп алуға болады. Просто түк істемей көбейтіп аласың, квантовый скачок. 3 айда 1 миллион бересің, 3 айда 1 миллион 200 болады. 2 миллион бересің, 3 айда 2 миллион 400 болады. 4 миллион берсең, 3 айда 4 миллион 800 болады. 10 миллион берсең 2 миллион қосылады ғой, короче. 1 миллион берсең 200 мың қосылады 3 айда. Қатты көп те емес, аз да емес, негізі жақсы, былай өте жақсы. iPhone тауып алдым жолдан, иесі звондап келіп алды дейді. Енді ол квантовый скачок емес, ол да квантовый скачок. Значит, сіз iPhone алатындай мүмкіндігіңіз бар деген сөз. Мына жерден орта жасауға, жоқ, бұл жерден орта керек емес. Бұл жерден өз іріктеліп шығады. Ақша төлейтіндер, парақшадай, может, басқа бірдеңелер ұйымдастырамын, келесі апталар көремін. Осы сабақ басталғалы күнде ақша түсіп жатыр, аз-аздан болса да дейді. Түсет, ойбай, бұл пространство, сену ғой, просто сенім. Құдайға сенеміз ғой. Сол Құдайдың да сізді жақсы көретініне, Құдайдың сізді просто так жаратпағанына, Құдайдың сізге ақша беретініне сену, ол квантовый скачок болды. Ешқандай бір қарапайым нәрсе, қиын нәрсе емес. Онысымен тамамдайық, ағайындар. Шаршап кеттім ғой сөйлей. Давай да сау болыңыздар. Ертең 6:00-де сабақ болады. 1:30-да онлайн қатысасыздар. Басқа қаладағылар, Алматыдағылар офлайн 1:30-нан кешікпей сабаққа келіңіздер. Фотоға түсеміз, видеоға түсеміз. Тағы не істейміз. 5 сағат бойы миыларыңызға прокачка жасап беремін. На квантовый скачоктағы материалдар бір 50% қолданады, тағы 50% жаңа материалдар қолданады. Кітапты аласыздар, кітапты да түсіндіремін қалай жұмыс істеу керек екенін. Бүкіл сұрақтарыңызға жауап беремін, әрқайсыңызды жеке-жеке талдап беремін. 50 адамға үлгеремін мен 5 сағатта. Нұрлан аға рахмет дейді. Сіздерге рахмет. Мен сіздерді жақсы көремін, мен сіздер үшін қызмет етіп жатқаныма бақыттымын. Сіздерді бақытты қылу, сіздерді бай қылу ол біздің қызмет. Біз қызмет ету үшін келген адамбыз осы өмірге. Адамзатқа қызмет ету үшін, өзіміздің халқымызға қызмет ету үшін, түркілерге қызмет ету үшін, қазақтарға қызмет ету үшін келген адамбыз. Сондықтан баршаңызға рахмет. Сіздер бақытты болсаңыздар, бай болсаңыздар, ол біздің мақсатымыздың орындалғаны. Біз сіздер үшін қызмет етіп жатқаныма мен өзім басымды иіп тұрып ризашылығымды білдіремін. Аман болыңыздар. Маған тілеген тілектеріңіз өздеріңізге 1000 есе, миллион есе болып қайтыңыздар. Балдарыңыз да жақсы азамат болсын. Бізден 10 есе, 1000 есе күшті азамат болып шықсын, өссін. Қыздарыңыз бақытты болыңыздар. Түңілмеңіздер. Өмір деген бір ақырет беріледі. Оны бір бақытты қылып сүру керек. Қиналмау керек. Өмір деген ол бірде қиын, бірде қызығы мен шыжығы қатар жүретін бір сондай бит тұратын, күшкеп тұратын бір волна. Қиындық болған кезде мұңайып, қуаныш болғанда күліп жүреміз сондай адам ет пен сүйектен жаралған. Барлығы өткінші. Поверьте мне, маған сеніңіздер, пространствоға сеніңіздер, маған сеніңіздер, барлығы өткінші. Қиындық та өтеді, қарыз да кетеді, жағдай болмау да өтеді, бәрі керемет болады. Жақсылыққа ұмтылайық. Ең бастысы еңбек етуден шаршамайық. Біреуге жұмыс істеп жатқан кезде тек пайданы ғана ойлап тұрмай, жұртқа қалай пайдам тисе екен, жұртқа не, қандай бір жұртқа проблемасын шешіп берсем екен, жұртқа шынымен мен қызмет ете алам ба? Сервис қой, сервис көрсетуіміз керек. Шын көңілден жұрттың бір көңілін көтере алам ба, пайдасын, проблемасын шеше алам ба, өмірін жеңілдете алам ба деп өздеріңізге сұрақ қойыңыздар. Соны жеңілдетуге тырысыңыздар. Ақша келеді. Ақша, сіз жақсы адам болсаңыз, сіз жақсы маман болсаңыз, сіз жақсы ешкіммен конфликтке келмейтін дұрыс адам болсаңыз, дұрыс маман болсаңыз, жақсы эксперт болсаңыз, ақша сізді қуып жүреді. Ол бүкіл әлемде система солай. Қолыңнан түк келмей ма, шамаң жетпей жатыр ма, білім жоқ па, білім ал, білімге ақшаны айырма. Киім аласың, 1 жылдан кейін тастайсың, киім срогі 1 жыл. Тамақ аласың 1 сағат, жейсің, 1 сағат қарныңда тұрады, туалетке апарып жіберіп тастайсың. Тағы не бар? Машина аласың, жарайды, 3 жыл мінесің, 4 жыл мінесің. Үй аласың, жарайды, 5 жыл қызығын көресің. А білім ол мәңгілік. Басыңызға салынған білім, инвестиция ол мәңгілік. Көрге бірге кетеді. Нұшо оны білімді өзің сақтап отыра алмай бөлісесің жұртпен. Сен машинаңды бөлісе алмайсың ғой. Bir күн мен айдайын, бір күн сендер айдыңдар деп. Ол личный границаң болғаннан машинаңды ешкімге айдатқызбайсың. Үйіңде сен басқа адамдар келіп тұрмайды, мысалы. Арасында бір қонақ келген болмаса, тамағыңды сен жеп жатқан тамағыңды біреумен бөлісе бермейсің. Киімді бөліспейсің. Ал білімді бөлісуге болады. Сондықтан
үй алатын, машина алатын мүмкіндік болып тұрса, және сондай деңгейде білім алатын болса, білімге салыңыздар. Мен өзім солай істедім. Өткен жылда, биыл да машина алатын, мен де зикр аламын деп тұрған ақшам болған. Соны біз неге білімге салдық біразын. Түсіндіңіздер ғой? Білім деген ол сізбен 40 жыл, 50 жылға жететін инвестиция. Балаларыңызға қалатын инвестиция. 1000 жылдық білім алған біліміңіз, егер дұрыс қолдансаңыз, 100 жылға, 1000 жылға жетеді. Киім 1 жылға жетеді, тамақ 1 сағатқа жетеді. Кино көресіздер, 1,5 сағаттан кейін 10 000 теңге төлеп қайтасыздар. Мына кітап сіздерге, мына кітаптың ішіндегі білім, ол сізге өмір бойы жүзеге асырасыздар. Өмір бойы сіздердің нелеріңізге жарайды. Любой уақытта проблема туындағанда қарайсың, шешесің, болды. Сондықтан материалдық заттарға ұмтыла бермей, қымбат алтын алып, қымбат iPhone алып, қымбат сондай бірдеңелер тағуға құмар ғой әйелдер әсіресе. Қымбат киімді ала бермей, ішіңізді қымбат қылыңыздар да, сыртыңызды емес. Түсінікті ғой, білімнің маңыздылығы сол. Менен аласыздар ма, басқа біреуден, менен ғана алып, мен ғана кереметпін, ойбай, мен ғана нарықта менен басқа адам жоқ деп өзіме көп алмай-ақ қояйын. Менен басқа да мықты мамандар бар, арзан мамандар бар, қолжетімді мамандар, солардан алыңыздар. Пока миллионға, 5 миллионға деңгей жетпей жатыр ма, ничего страшного. Консультация былай-ақ бере беремін. Мен сізді былай-ақ жақсы көремін, 5 миллион бермесеңіз. Былай-ақ сіздің сұраққа жауап беремін, егер дұрыс сұрайтын болсаңыз, дұрыс жазатын болсаңыз. Мәдениетті түрде, сауатты түрде жазатын болсаңыз, мен ешкімге жауап беремін, қарапайымын негізі. Ал 1 миллион, 5 миллион маған мүмкіндік жетпесе, 10 мыңға қатия кітап алыңдар деп отырмын. 10 кітапты алғаннан кейін ары қарай өзі ақша келеді, көрдіңіздер ғой. Басқа да мамандарға барса, квант-ескачок тек жалғыз мен ғана емес қой айтатын. Басқа да сататындар бар квант-ескачок туралы курстарын. Сондықтан білім ол сіздерге мәңгілік инвестиция, былайша айтқанда. Материалдық заттар ол бүгін бар, ертең жоқ. Үй, машина дегендер ол жақсы инвестиция, тұрады, ақша ұстап тұрады, жақсы, керемет, алтын дегендер ақша ұстап тұрады. Бірақ көбеймейді да ол нәрсе. Біреуге бере алмайсың, бөлісе алмайсың, балаңа бөлісесің, бірақ басқалармен бөлісу қиын. Егер мен сіздерге титтей болса да эмоция сыйлаған болсам, энергия сыйлаған болсам, өмірлеріңізге бір шабыт сыйлаған болсам, бір үміт сыйлаған болсам, мен бақыттымын, мен қуаныштымын. Сіздер соны бағалап жатқандарыңызға соны көтеріп жатсыздар ғой, Құдайға шүкір. Рахмет. Өздеріңізге сол жақсылықтарыңыз 1000 есе болып қайтсын. Мен ондай жақсылықты ұмытпаймын. Мен бүйтіп ана мақтаса бүйтіп деп көзін жауып кететін адам емеспін. Біз толған кезімізде болған, тойған кезімізде болған, әртүрлі деңгейде болған адамбыз. Не первый год замужем дейді ғой. Бірінші рет байға тиіп жатқан жоқпыз, бірінші рет үйленіп жатқан жоқпыз. В прямом смысле, переносном смысле бірінші рет емес бізде еш нәрсе. Біз танымал болған, құтырып кеткен кездерде болған, түскен кездерде болған, өшкен кездерде болған, өскен кездерде болған, бүкіл этаптан өткенбіз. Қазір біз ақыл тоқтаттық, сабырлы болып қалдық кәдімгі. Жасымыз 34-те болса да өмірлік тәжірибеміз 40-50-ге жетті, Құдайға шүкір. Сол үшін андай бір мақтаса, масаттанып, деп кететін адам емес. Біз қалжыңдап, анау қалжыңымыз жарасып отырсын деп приколға айтуым мүмкін. Бірақ ондай қатты арам адам емеспін. Арам адам емеспін жалпы. Адал, шынайы болуға тырысамыз. Шындық, шынайымын, 100% шынайымын деп те айта алмаймын. Қатты шынайы бола беруге де болмайды. Енді барынша шынайы болуға, барынша адал болуға тырысамын. Көбірек сіз сияқты сапалы қауыштырылса қазақ елім содан. Рахмет, Қазеке, рахмет, Алла разы болсын. Жалпақ тілмен түсінікті сабақ түсіндіресіз. Мен ана кітап өте жақсы, тап-таза қазақша жазылған. Қазекең біледі ғой, кітап супер, мен оқыштым өтем. Қазбек мырза менің досым, психологым өзім жеке. Сол кісіге барыңыздар, психологияны. Арзан емес, бірақ сапалы маман. Алматы қаласында болсаңыздар барыңыздар. Онлайнда жұмыс істейді. Псай Фрейдман деген жігіт. Кәдімгі образованный психолог маман. Кеше бір сертификаты бар. Бір курс оқып алған, Айнұр Тұрсынбаеваның сабағын оқып алған психолог емес. Кәдімгі бакалавр 4 жыл оқыған психологияны. Магистратура Москвада оқыған психология. Сосын 2018 жылы Фейсбукта сол психология тақырыбында посттар жазып, ең үздік блогер болған, 2018 жылдың жыл блогері болған. Өте күшті маман, өте күшті эксперт, мен мойындаймын. Кітапта ол туралы жазған, мен аты жазылды ма, жазылмады ма білмеймін, бірақ психолог туралы жазған мен. Сондықтан Қазекең менің осы дәрежеге жетуіме Қазекеңде өте үлкен үлесі бар, еңбегі бар, бағалаймын Қазекең сол үшін. Біз ДНО-ға кіріп кеткен кезде Қазекең шығарып алған соны. Гипнотерапия жасадық, өте көп консультация жасадық, жұмыс істедік.
Ақыр аяғында дос болып кеттік қазір. Я сол енді кешке шығып көрсем ба деп жатырмын ертең, құдай қаласа. Кешке бір басқаша темалармен. Астанада бар ма таныстарыңыз дейді. Жаңа Қазыбек мырза онлайнда жұмыс істейді негізі. Астанаға да барады. Мен Қазекеңнің нөмірін, аккаунтын жазайын, парақшасы жабық. Өздеріңіз танысып аласыздар, Сосын жаңа тегін скидка сұрап, мені ұятқа қалдырмаңыздар, құрсын. Скидка сұрап, мынау деп миларын ашып, сауатты адамдар ғана хабарласыңыздар. Сауатты, көз ашық. $100 басталады. $100 бір сеанс. 50-60 мың ба, сондай қазір. Баға сондай еді, әйтеуір соңғы рет естігенде. Қазір одан қымбаттап кетпесе, минимум сондай болады. Сондай сумма өздеріне салалатын, психологияны түсінетін, адамның еңбегін бағалайтын адамдарға жазыңыздар. Псай Фрейдман деген дұрыс жазылды ма өзі? Псай Фрейдман. Дұрыс жазылды ғой, да? Бассам мен тікелей эфирде шығамыз. Өзіме деген сенімділік артты, жеке жұмыс жасай аламын деген үміт артты. Мына Псай Фрейдманның парақшасын жазып қойдым. Кіріп, скидка сұрамаңыздар. 5 мың, 10 мың теңге, 20 мың теңге, 30 мың теңге бола ма деп жалынбаңыздар. Ұят болады. Мен абыройым түсіріп жүресіздер. Короче, 50 мың ба, 100 мың ба, деп төлеп тастайтын ақшасы бар, жағдайы бар адамдар барсаңыздар. Енді менің психологым ғой, енді ол. Қазір мен осылай сайрап отқанымды жасаған адам Қазекең. Бір емес, мен 10 сеансқа бармын. Қазек айтпақшы, бүгін ба тағы бір сеанс жасап жүреміз ғой деймін. Көп болды сізге бармағалы. Барып тұру керек. Бәрі нормальный болған кезде де бару керек. Ненормальный болса да бару керек. Вообще бәрі керемет болып кетсе де бару керек. Нашар болып кетсе де бару керек. Орташа болып кетсе де психологпен жұмыс істеу керек тұрды. Ертең бір жарымда болады. Жаңа нөмірді сақта. Нөмірді жібердім ғой. Сол нөмірге ақша төлейсіздер 10 мың теңге. Сол группаға қосады, сол жерде уақытын бәрін айтамыз. 1 жарымдан 7-ге дейін болады сабақ. Ол жерде күшті болады енді. 5-6 сағат өтеміз, сертификат береміз, фотоға түсеміз, видеоға түсеміз, проработ жасаймыз, квантовый скачок туралы, энергия туралы, ақша туралы өте көп, құдайға шүкір, білім бар. 20 шақты техника жасаймыз, практика кәдімгідей. 10 мың теңгеге 100 примерно 200 мыңдың тренингіне барғандай боласыздар ғой. Әлбетте мен әрдайым дайынмын, сіздің еңбегіңіз зор дейді. Рахмет Қазеке. Аман болыңыз, сыйласымыз осылай ұзағынан болсын, жалғаса берсін. Бір-бірімізге көмектесейік. Менен барғаннан кейін нормальный ақша төлеңіздер Қазекеңе, ұят болмасын. Айтпесе баяғыда біреу барып миын ашып жіберіп кішкене ұят болып қалды Қазекеңе. Жарайма, жақсы, давайте. Энергиямыз тасып, нұрланып жанайық. Көп мұжымай квантовый скачокқа бірге шығайық. Аман сау болыңыздар.